Армысыздар, құрметті көрермен, сіздермен бірге Аян, және бұл өмір хикаясы арнасындағы жаңа авторлық әңгіме. 1954 жылы Кеңес одағының жолдарымен 1 миллионнан астам адам жаяу жүріп өтті. 1 миллион. Бұл жай ғана әдемісіз, немесе асыра сілтеу емес. 1953 жылға рақымшылықпен дәл осыншама тұтқын бостандыққа шыққан еді. Қолдарында жұқа тақтайдан жасалған шағын шабадандары, босатылғаны туралы анықтама қағазы бар. Ал қалталарында көк теңге де жоқ. Олар жаяу жалтылап жүрді. Жол жөнекей көліктерге мінді. Шөп маяларының түбінде, теміржол бекеттерінде, жүк таситын вагондарда, тіпті ашық аспан астында. Қара жерде түнеді. Осыған бір сәт ойланып көріңізші. 1 миллион адам. Бұл әскер емес, көшу немесе эвакуацияда емес. Бұл мемлекет темір тордан шығарып, бара бер, деп қоя берген адамдар. Қайда барамын десе, ешкім айтпады. Немен күн көремін деп сұраса, түсіндірмеді. Қалай орналасамын десе, жол сілтемеді. Жай ғана бара беріңдер деді. Оларды қалаларға кіргізбеді. Тіркеусіз жұмысқа алмайды, ал жұмыссыз тіркеуге тұрғызбайды. Мемлекет ешқандай шығар жол ұсынбаған тұйық шеңбер. Бұл әлдекімнің жеке қатыгездігі емес еді. Бұл жүйе болатын. Ол жүйе қалай құрылса, солай жұмыс істеп тұрды. Онда адам тағдырына орын жоқ еді. Тек қағаздағы санаттар мен баптар ғана бартын. Ауылдарда олардан қақпаларын тарс жауып, қорадағы малдарын жасырып әлек болды. Бұрынғы сотталғандар келе жатыр деген қауесет, ауыл ішіне сол адамдардың өздерінен де бұрын жетіп үлгеретін. Аудан орталықтарындағы сақшылар босап шыққандарды бекеттің өзінен күтіп алып, қаланың шетіне дейін шығарып салып отырды. Сыпайы ғана, артық сөзсіз. Бірақ сенің орның мұнда емес дегенді ашық білдіріп тұратын. Бұл жерде де емес, ол жерде де емес, еш жерде емес. Олардың басым көпшілігі осылайша із-түссіз жоғалып кетті. Түрме мен қалыпты өмірдің арасындағы кеңістікте өз орындарын таба алмай сіңіп жоқ болды. Біреулер қайтадан істі болып, кемір торға қамалды. Ол ескі әдетіне басқандықтан емес, басқа барар жол таппағандықтан еді. Ал қасында дұрыс жол көрсететін ешкім болмады. Біреулер алғашқы қыстақ бір дуалдың түбінде үсіп өлді. Енді біреулері жай ғана ізім ғайым жоғалды, ешқайда, ешбір ізсіз. Оларды ешкім іздемеді де, өйткені іздейтін ешкім жоқтығын. Бірақ кейде, өте сирек болса да, басқаша жағдайларда кездесіп тұрды. Мен бұл оқиғаны осыдан 20 жыл бұрын Қарағанды облыстық мұрағатында жұмыс істеп жүргенімде Зейнеш Хасен қызының інісінен естідім. Оның есімі Серік еді. Бойы онша биік емес, сәл еңкіштеу келген 45 жастар шамасындағы кісі болатын. Аузын ашпас бұрын әбден ойланып барып сөйлейтін адамдарша, өте ақырын және баппен тіл қататын. Ол маған қоңырау шалмастан, алдын ала ескертпестен келіп, кеңсе есігін қақты да табалдырықта тұрып қалды. Қолында сырты мұқабамен қапталған, уақыт өте келе парақтары сарғайып қампыған, бұрышында шай кесесінің дағы қалған көне дәптер бар екен. Апам осыны тыңдай алатын адамға табыста деп аманаттап еді, деді ол. Мен сол кезде тыңдай алатын адам дегеннің мәнін бірден түсінбедім. Кейін ұқтым. Бұл сөзді бұрмаламайтын, әдемілік үшін ештеңені алып тастамайтын, қаз қалтында сақтайтын адам деген сөз екен. Ол дәттерге апасы барлығын өз қолымен тізіп жазып шығытты. Ол сирек жазатын, бірақ үнемі керем ойланып, бәрін анық есте сақтайтын адамның ірілі ұсақты жазуымен жазылған екен. Күндер, есімдер, сөзбе-сөз жазылған әңгімелер, егжей-тегжейлі бөлшектер, сол күнгі ауа райы, пеш үстінде не тұрғаны, кімнің қалай қарағанына дейін қағазға түсіпті. Барлығы дәл бір өзі емес, өзбелер ұмытып кетеді-ау, уақыт өтеді де, бәрі ешқашан болмағандай өшіп қалады-ау деп қорыққандай жазылған. Мен сол дәптерді баса алмай, толық 3 күн оқыдым. Кейбір беттерін қайта-қайта оқып шықтым. Ал енді мұқият тыңдаңыздар. Өйткені 1954 жылғы
тамыздың сол бір жылы кешінде әлгі әйелдің қандай қадамға барғанын және оның 20 жылдан кейін немен аяқталғанын мен қатты қаласам да, тырыссам да ойлап таба алмас едім. Достар, әңгімемізді әрі қарай жалғастырмас бұрын, бізді қай жақтан көріп отырғандарыңызды жазып, пікір қалдыруларыңызды және видеоға лүпіл басып, қолдау көрсетулеріңізді сұраймыз. Бұл біз үшін ең үлкен алғыс болмақ. Сонымен, Зейнеш апа, егер сіз 1954 жылдың жазында Қарағанды облысындағы Қызылжар ауылына кіріп келіп, алдыңыздан шыққан алғашқы адамнан бұл жердегі ең мықты, еңбекқор шаруа кім деп сұрасаңыз, олар сізге еш ойланбастан жауап берер еді. Зейнеш қой. Зейнеш Хасенқызы. Көшенің шетінде тұратын жесір әйел. Еркек емес, колхоз бастығы немесе бригадир де емес. 52 жастағы, жанында ер азаматы, ересек бала шағасы жоқ, жалғыз басты әйел. Бірақ шаруашылығының мықтылығы сонша, ауылдастары іштей қызғанатын, бірақ онысын бетіне айтуға ұялатын. Жесір әйелді қызғану ұят іс қой десе де, қызғанбауға да шамалары келмейтін. Қызылжар ауылы жазда тайыз, ал көктемде арнасынан тасып, аса ағатын Нұра өзенінің үстіндегі жайпақ төбенің басында орналасқан еді. Бар жоғы 30 үй, көшенің қақ ортасындағы құдық және колхоз басқармасы ғимаратының алдындағы 3 түп қайың ағашы. Колхоз Ленин жол деп аталды. Онда сиыр, қой ешкі, жылқы ұстады. Айнала толған егіндік алқап болатын. Тұрмыстары өте бай болмаса да, ешкім аштан өлген жоқ. Еңбек етсең, Сарыарқаның жері жомарт қой. Көпшілігі табан ақы, маңдай термен жұмыс істеді. Ал Зейнеш бәрінен де көп еңбектенетін. Оның үйі ең шетте, көшенің соңында тұрды. Одан әрі кең дала, сосын қайыңды тоғай. Одан кейін көкжиекке дейін созылып жатқан ұлан ғайыр кеңістік. 30-шы жылдары қайын атасы, яғни марқұм күйеуі Қасымның әкесі өз қолымен тұрғызған 5 қабырғалы мықты ағаш үй. Қайын атасы ағаш пен жерге қатысты кез келген іске өте ұқыпты, мығым адам болатын. Үйің 100 жыл тұрсын десең, ағашты қыста, сақылдаған сары аязда шап. Сонда ағаш құрғақ болады, жарылмайды дейтін жарықтық. Солай жасады да. Қалың қарағайдан қиыстырып салынған қабырғаларында 20 жыл ішінде шіріген бірде-бір ағаш болған жоқ. Дәліздегі қалың тақтайдан төселген едені бір ретте сықырлаған емес. Төргі бөлмеде қазақтың кең қазаны орнатылған ошақ, ал ас бөлмеде кішірек жолту пеш тұратын. Керезелері шағын болғанмен қос қабат деді, сондықтан қыста үйдің ішіне сыз өтпейтін. Бірақ 1954 жылға қарай үйдің төбесі сыр бере бастады. Қар қалың түскен ауыр қыстан соң үйдің теріскей беті қисайып кетті. Көктем шыға ас үйдің бұрышынан, пештің үстінен су сорғалай бастады. Зейнеш апа астына таз қойып қойғанмен, бұл мәселенің шешімі емес еді. Тек уақыт созу ғана болатын. Нағыз шешім үйдің төбесін қайта жауып, тіреулерін тексеру керек еді. Мұндай ауыр жұмыста жалғыз көтеру мүмкін емес, ал адам жалдауға артық ақшасы жоқ. Оның 25 сотық жері бар еді. Ауыл өлшемімен қарасақ үлкен, бірақ Зейнеш үшін дәл өзіне лайық. Бақшадағы жүйектер жіппен тартқандай түп түзу, топырағы қопсытылған, беті кеуіп, қатып қалмаған. Әр жаңбырдан кейін жерде жібітпей, қолмен қопсытып шығатын. Қызанақ, қияр, пияз, сәбіз, қызылша және орам жабырақтың 3 түрі жайқалып өсіп тұр. Негізгі өнімі картоптың 2 түрі, ерте пісетін және кеш пісетіні. Қоршаудың түбінде кәді мен асқабақ, ал тауықтарға жем болсын әрі май шығарбалайын деп, жол жиегіне күнбағыс егіп қойған. Тал түсте Тұңғышбай ақсақалдың тілдәсіндей жайқалатын Таңшолпан атты сиыры бар. 3 жасар, сүтті, өзі жирен, маңдайында аппақ қасқасы бар. Жақсы маусымда күніне 12 литр сүт беретін. Зейнеш оның жартысын сатып, немесе керек жарағына айырбастаса, қалған жартысын өзі ішетін. 2 ешкісі бар. Бірі Майра, өзі шұбар, мінезі шәлкес. Екіншісі аты жоқ, Момын. Зейнеш оны жай ғана екінші деп шақыратын. 20 шақты тауығы және
Түнгі сағат 3-тен бастап ауылды басына көтеретін дауысты жас әтеші бар. Жер төлесі погреб лық толы. Түрлі тұздықтар, кептірілген және маринатталған саңырау құлақтар, екі үлкен бөшкедегі ашытылған орам жапырақ, үйіліп тұрған картоп, құмға көмілген сәбіз бен қызылша, емен жапырағымен басылған алмалар. Бәрі де өз қолмен жасалған. Өзі өстіре алатын нәрсенің ешбірін сырттан сатып алмайтын. Зейнеш апа бойы аласа, мығым, сүйегі ірі әйел еді. Жастық шағынан солай болатын. Жылдар оны жүдетпеді де, бүгілтпеді де. Кек іс қимылына салмақ қосып, оны баяу әрі байыпты етті. Шекесіне ақ кірген қара шашы үнемі жаулықтың астында жүретін. Ол жаулығын үйде де шешпейтін, тек түнде жатарда ғана шешетін. Қолдары нағыз еңбек адамның қолы. Алақаны кең, саусақтары мықты. Судан, жерден және аяздан терісі қатайып жарылған. Мұндай қолмен қамырды да иі қанғанша илеуге болады. Ыстық қазанды да ұстағышсыз-ақ оттан түсіре береді. 8 сағат бойы кетпен шапса да, қолына мүйіз шықпайды. Өйткені ол мүйіздер әлдеқашан сүйекке айналып кеткен. Жүзі қаталдау, әжімдері терең. Бірақ ол кәріліктен емес, көрген бейнетінен түскен әжімдер. Әр қайсының өз тарихы бар. Мынау 1 жылдың белгісі, анау 2 жылдың еншісі. Езуі үнемі жинақы жүретін. Бұл реніш емес, кек солай қалыптасқан. Ол тек күлімдегенде ғана жүзі жадырайтын, бірақ өте сирек күлетін. Әрқашан адамның көзіне тік қарайтын. Сақшыдан да, колхоз бастығы Лұқпан Федоровичтен де қаймыққан емес. Лұқпан айлакер, өз беделімен өзгелерді басып тастағысы келетін адам еді. Бірақ Зейнештің алдында бұл айласы жүрмейтін. Ол Аллаға іштей сенетін. Мешітке бармаса да, өзінше мінәжат етіп, кешкісін барлық шаруасы бітіп, тыныққан сәтте жаратушымен сырласатын. Күйеуі Қасымды 1941 жылы шілде айында соғыс алып кетті. Ол майдан басталған соң 22 күні аттанды. Зейнеш оны қақпаның алдына дейін шығарып салды. Күйеуі одан әрі баруға рұқсат бермеді. Қанат әлі кішкентай. Бала әкесінің соғысқа кетіп, артына қарамай бара жатқанын көрмесін деді. Қасым, мен ораламын деді. Қашан келетінін нақты айтпаса да, міндетті түрде орындалатын істейін нығайтты. Жарын және кішкентай қанатын құшақтап аттанып кетті. 2 жыл ішінде 14 хат келді. Зейнеш ол хаттардың әрбір өтір нүктесіне дейін жатқа білетін. 1943 жылы хат тоқтады. Алдымен хабарсыз кетті. Сосын қара қағаз келді. 1943 жылдың шілде айында Курск түбінде ерлікпен қаза тапты, деп жазылыпты. Зейнеш хатты оқыды да, ұқыптап төрт бүктеп, хаттар тұрған жәшікке салып, оны кірттеп тастады. Содан соң аулаға шықты. Ешкілерге шөп салып, сиырын сауды, картоп асып қойды. Ол енді жылаған жоқ. Ол сүймегендіктен емес, жарын қатты жақсы көрді. Ол махаббат еш қайда кеткен жоқ. Ол сезім Зейнештің бір бөлшегіне айналып, оның жүріс тұрысымен тынысына сіңіп кетті. Бірақ жылауға уақыты болмады. Қанаты 7 жаста, шаруашылық өз мойнында, соғыс әлі біткен жоқ. Түнде жастықты жастанып еңіреп жылау, ол үшін қол жетпес сән салтанат еді. Қанат қатардағы көп баланың бірі болып өсті. Ерекше болмаса да, еңбекқор, ақылды жігіт болды. 1952 жылы ол 18-ге толғанда төл құжатын алып, киімдерін бір шабаданға салды да, Қарағанды қаласына кетті. Ол жақта жатақхана беріп, машина жасау зауытына жақсы жалақымен жұмысқа алатын болған. Ол алдын ала хат жазып келісіп қойған екен. Зейнеш оның жолына азығын дайындап, автобусқа дейін шығарып салып, қолын бұлғап қала берді. Ұлы сирек хат жазатын, тек мерекелерде 1 мамыр мен 7 қарашада құттықтау қағазын, және жылына 1-2 рет хат жолдайтын. Өзі де сирек келетін. Жылына 1 рет, жазда бірнеше күнге келіп, шаруаға аздап көмектесіп, анасының тамағын ішіп, өз бөлмесінде ұйықтап, қайта кететін. Зейнеш ешқашан оған ренішін білдірмеді. Көршісі Күлшираға бірде: баланы өзім үшін емес, өмір сүру үшін өсірдім. Өз жолымен жүре берсін. Демек, бәрі дұрыс болғаны, деді.
Күлшері аянышпен басын шайқады. Зейнеш ештеңе түсіндіріп жатпады. Ол жалғыздықтан қорықпайтын. Ол бір нәрседен қорықты. Барлық істі тындырып үлгермей жатып, бойынан күш-қуаттың кетіп қалуынан қорықты. Бақша, мал-жан, отын, үйдің төбесі, бәрі де адамның қолын қажет ететін, ал қол күші жетпей жататын. Жалғыз әйелдің шамасы келмейтін жұмыстар бар еді. Жөндеуге керек ауыр бөренені жалғыз көтере алмайсың. Қоршаудың сырықтарын жалғыз дайындау мүмкін емес. Ал баспалдақта тұрып, үйдің төбесін жабу үшін қасында екінші адам болуы керек. Ол қолынан келгенін істеді. Қалғаны жинала берді. 1954 жылдың жазында бәрі қабаттасып келді. Дәл бір оның қиналған сәтін күтіп тұрғандай. Қыс бойы қар қалың жатқандықтан, көктемде ас үйдің төбесінен су сорғалады. Ал мамыр айындағы жаңбырдан кейін бақшаның қоршауы құлап қалды. Жер жібіп, қыстан бері шірі бастаған бағаналар шыдас бермеді. Қысқа дайындалған отын керекті мөлшерінің жартысына да жетпейтін еді. Көктемде бір шаруалармен реті келмеді. Одан кейін бір апта бойы белі ауырды. Сөйтіп жүргенде басқа тірліктер шығып, уақыт өтіп кетті. Зейнеш осының бәріне қарап тұрып, қайсысын өзі үлгеретінін, қайсысына шамасы жетпейтінін іштей есептеп тұрды. Көрші Ақкөл ауылынан бір азаматты жалдау қанша теңге тұрады екен деп ойлады. Ол жақта кез келген қара жұмысқа жарай беретін Бақытжан деген бір жігіт бар еді. Есептеп көрсе, Бақытжанды жалдауға қаражаты жетпейтіндей. Қысқа деп біраз теңге жинақ қойған. Бірақ ол керосинге, тұзға және басқа да қапсыз керек жараққа арналған еді. Ол ақшаға тиіскісі келмеді. Демек, артық қаражат жоқ. Дәлірек айтқанда, ақша бар, бірақ оның жөні бөлек. Тамыз айы өте ыстық, қапырық болып тұрды. Сарыарқада мұндай аптап ыстық тамыз бірнеше жылда бір рет қана қайталанатын. Ыстық шілденің ортасында басталып, қыркүйекке дейін бір тамшы жауынсыз тұншықтырып тұрып алатын. Жер кеуіп жарылып кеткен, жарықтың ені екі елі, кереңдігі бір тұтам. Шөп шілденің өзінде қурап, сарғайып кеткен болатын. Әдетте қоршау түбінде жайғалып, көп болып тұратын ошағандардың өзі бұратылып, қомырғай тартыпты. Бақшаны күніне 2 рет, таңертең күн қызбай тұрып, және кешке салқындағанда суаруға тура келді. Әйтпесе, қызанақтар сабағында тұрып-ақ қурап, ал қиярлар бұратылып, ащы болып кететін. Ол суды құдықтан инағашқа ілінген қос шелекпен таситын. Құдық үйден 30 қадамдай жердеді. Әр барғанында 2 шелек 30 литр су әкеледі. Бақшаны бір рет суарып шығу үшін 8-10 рет барып келу керек. Ал бір күнде 15-20 рет қатынайды. Кешке қарай белі жазылмай қалатын. Зейнеш төсекке құлап, бойын тіктеп, белінің құрысы жазылғанша 10 минуттай қозғалмастан жататын. Содан кейін орнынан тұрады. Пештің мұржасы жабық па жоқ па, соны тексереді. Сосын барып ұйқыға кетеді. Таңғы сағат 4-те оянып, бәрі қайтадан басталатын. Сол бір кеште, 23 тамыз күні, ол шаруасын әдеттегіден кештеу бітірді. Таңшолпанды сауды, тауықтарды қораға қамады, ешкілерге шөп салды. Кешегі қалған кеспе көжені жылытуға қойды. Оның көжесі үнемі пештің үстінде тұратын. Ол үлкен қазанмен 3 күнге жететіндей етіп бірақ асатын. Қолын алжапқышына сүртті де босағаға шықты. Жай ғана отырып, тыныстау үшін. Бар жоғы 5 минут. Күн алыстағы тоғайдың артына ұясына батып бара жатты. Батыс жақта егіндік пен ұсақ ағаштардан кейін үлкен орман басталатын. Қайың, қарағай, көктерек араласқан бұл орманның кереңдігі 10 шақырымға дейін созылатын. Аспан алдымен қызғылт сары, сосын қою қызыл. Кейін мыс түстес бояуға енді. Күннің аптабы қайтып, ауа сәл салқындай бастаған тамыздың кешінде ғана болатын ерекше әдемілік. Шөп арасындағы шегірткелер толассыз шырылдап жатты. Ауыл іші тып-тыныш. 30 үйдің тұрғындары бұл уақытта үйлеріне кіріп кеткен. Зейнеш босағаның баспалдағында отырып, отын жайлы ойлады. Ертеңнен бастасам, қазан айына дейін қаншасын өзім жарып үлгерем деп мөлшерледі. Ойша текше метрлерді есептеп көрді. Есебі шықпады. Кенет қақпаның сыртынан аяқ дыбыстары естілді. Бір адам емес, бірнешеу. Кешкі тыныштықта
ауылдың шанды жолмен келе жатқан адамдардың аяқ алысынан ол дәл 3 адам екенін бірден әрнақта аңғарды. Еш асықпай, сүрінбей, бір қалыпты жүріп келеді. Шаршаған, бірақ нақты мақсатпен келе жатқандай. Зейнеш орнынан тұрып, қақпаға қарай беттеді. Бара жатып, қораның қабырғасында сүйеулі тұрған күректің сабын қолына ала кетті. Ол сап әрдайым сол жерде, не болса да дайын тұратын. Қорыққандықтан емес. Қас қарайған шақта, алдыда жалғыз өзі жүрген әйел адам үшін бұл түнде есікті құлттау сияқты қарапайым ғана сақтық ережесі еді. Қақпаның сыртында 3 ер адам тұрды. Кейін бәрі бітіп, өмір арнасы өзгерген кезде, Зейнеш дәптеріне оларды алғаш көргендегі сезімі қорқыныш емес, таңғалыс болғанын жазды. Себебі олар қорқынышты көрінбеді. Олардың бойында не қорқыныш тудыратын, не өздері қорқатын сезім қалмағандай, шектен тыс шаршаңқы көрінді. Үшеуі қақпа алдында есікті жұлқымастан, айғайлап, ештеңе талап етпестен үнсіз тұрды. Олар күтуге әбден дағдыланған. Енді асығатын еш жер жоқ адамдарша жай ғана тұрды. Олардың ішіндегі жасы үлкендеуі, бойы ұзын, ашаң келген, 45 жастар шамасындағы азамат бір қалыпты, бәсең дауыспен: «Бәйбіше, қонуға рұқсат етіңізші. Біз мас емеспіз, бұзақы да емеспіз, жай ғана барар жеріміз жоқ», деді. Дауысы жағымды екен, қарлығып шықпайтын, әр сөзі анық әрі таза. Сөйлей білетін және аузын ашпас бұрын ойланатын адамның дауысы. Үстіндегі костюмі өзінікі емес екені айқын көрініп тұрды. Иығы кең, жеңі қысқалау, тозығы жеткен киім болса да, барлық түймесі ұқыпты қадалған. Костюмнің ішінен жейде, ал аяғында қыртысы, баяғыда жазылып кеткен шалбар. Аяқ киімі тозған, бірақ тап-таза сүртілген. Зейнеш осыны бірден байқады. Аяқ киімі таза, демек, әлі еңсесін түсірмеген. Демек, әлде намысын бермеген. Көзінде жұқа сыммен көмкерілген көзілдірік. Бір шынысы қиғашынан шытынағанмен түсіп қалмай тұр. Мұрны түзу, сәл дөместеу. Жақ сүйектері шығыңқы. Қолдарын екі жағына еркін түсіріп тұр. Онысын жасырмады да, жұдырығын түймеді де, артық қимыл да жасамады. Сұрап үйренген адамдарға тән жалпақтаусыз, жалтақтамастан тура қарады. Ол жалынып сұрамады. Мәміле ұсынғандай болды. Өздерінің тәртіпті жақсы адам екендіктерінің өтеуіне түнейтін орын сұрақтырды. Бұл 47 жастағы Сәкен Асқарұлы болатын. Бұрынғы Павлодар ауыл шаруашылығы машиналарын жасау зауытының инженер-механигі. 58-ші баппен 7 жыл айдауда отырып шыққан. Толық мән-жайды Зейнеш кейін біледі. Ал әзірге қақпаның саңылауынан оған қараттырып, адам танитын қасиетімен оның ішкі дүниесін ұғуға тырысты. Екіншісі сәл артта, сол жаққа таман тұрды. Осылайша, бөтен адамның тасасында тұруы оның қорқақтығын емес, шақырылмаған жерге бірінші болып ұмтылмайтын әдетін байқататын еді. Бойы аласа, жауырыны қақпақтай. Өмірдің таяғын көп жегені жүзінен көрініп тұрғаны сонша, жасын дөп басып айту мүмкін еместін. 35, бәлкім толық 40 жаста шығар. Мұрны сынып, қисық біткен, сәл бір жағына қисайған. Осы сынықпен иығын тік ұстауы тағдырдың соққысын аз көрмеген, бірақ құламай, соққыға төтеп беріп үйренген адам екенін білдіретін. Оң қолында сұқ саусағымен ортан терегі жоқ. Әлдеқашан жазылып, орны бітіп кеткен екен. Ол Зейнешке емес, жанарын басқа жаққа бұрып тұрды. Бейне бір, осылай, біреудің шешімін күтіп тұрғанына ыңғайсызданғандай. Күтуге емес, бәрін өзі шешіп үйренген адамға ұқсайтын. Бұл ғалым. Ғалымжан Нығметұлы еді. 38 жаста, 3 рет сотталған. Өмірінің 38 жылының 12 жылын лагерде өткізген. Алғаш рет 7 жасында. Ашаршылық жайлаған 33 жылы базардағы сөреден бір бөлкен нан ұрлаған. Содан кейін тағы да қайталанған. Жаман адам болғандықтан емес, оған ешкім басқаша өмір сүруді үйретпегендіктен, ал өзі дұрыс жолды таба алмағандықтан еді. Үшіншісі екеуінен сәл бөлек, оқшау тұрды. Олардың тасасында да емес, қасында да емес. Біреудің емес, әрқашан өз орнын біліп, сонда тұруға дағдыланған адамша шеткерірек орналасқан. Бойы ұзын, тарамыс келген. 35-терде болғанымен егделеу көрінетін.
Самайына ерте ақ түскен. Жүзіне әлдене баяғыда қатық қалып, содан бері еш өзгермегендей әсер беретін. Тастай қатал емес, жай ғана мінезі бір қалыпта тоқтап қалғандай. Жерге қараттырды. Қорыққаннан немесе ұялғаннан емес, көп уақыт бойы басын көтерудің қажеті болмағандықтан, немесе қауіпті болғандықтан, жерге қарап жүру әдетке айналған адам секілдеді. Бұл Тұрар. Тұрар Ильясұлы болатын, 35 жаста, бұрынғы сержант. 41 жылдың маусымнан бастап соғысқан. Алғашқы қыста Мәскеу түбінде, кейін Сталинградта, одан соң Харьковта шайқасқан. Адамдарды не сындыратын, не шынықтыратын сұмдықтарды өз көзімен көрген. Тұрар сірә, сынбай, тастай боп шынығыпты. 44 жылы майданнан қашқан. Қорқақтықтан емес, оның салмақты себебі болды. Бірақ ол туралы кейінірек айтылады. 10 жыл арғалаған. 53 жылы сол кездегі көптеген адамдар сияқты жұмыс күндері есепке алынып, мерзімнен бұрын босап шыққан. Зейнеш үшеуіне де қақпа тақтайларының арасындағы саңлаудан қараттырды. Ұзақ қарады. 30, бәлкім 40 секундтай. Қас қарайған уақытта бөтен есіктің алдында жауап күтіп тұрған адам үшін ауыл ұғымында бұл тұтас бір мәңгіліктей уақыт еді. Олар асықтырмады. Қайтадан сөз бастамады. Бір аяғынан екінші аяғына ауысып тыпыршымады да, жан жағына жалтақтап қарамады. Кек орындарында тапжылмай күтіп тұрды. Зейнеш мұны байқады. Күте білу оңай қасиет емес. Бұл адамның қандай екенін көрсетеді. Содан кейін саңлаудан. Құжаттарың бар ма? Деп сұрады. Сәкен артық сөзсіз пиджағының ішкі қалтасына қол салды. Бүктелген қағазды шығарып, екі саусағымен ұстаған күйі саңлаудан ұқыпты түрде ұсынды. Зейнеш алып ашып қарады. Бас бостандығынан айыру орнынан босатылғаны туралы анықтама. Мемлекеттік мөр басылған қағаз, қолтаңба. Нағыз құжат. Ол мұндайды бұрын көрген. Былтыр көршісі Күлшираның жиені Әлібек Сібірдегі айдаудан оралғанда дәл осындай қағаз болған. Кегі, аты, әкесінің аты, бабы, мерзімі, босатылған күні. 1954 жылғы мамыр айы. Қағазды саңлаудан қайтарып берді. Үнсіз тұрып қалды. Сосын, жатып ұйықтайтын төсеніштерің бар ма? Тоңып қалмайсыңдар ма? Деп сұрады. Сәкен, мүмкін болса, бізге шөк қора болса да жарайды. Төбесі жабық жердің өзі жетеді, деді. Зейнеш тағы біраз тұрды. Әр қайсына барлай қарап шықты. Содан соң, анау шеттегі қораға барыңдар, күтіңдер, тамақ әкеліп беремін. Кек тыныш болыңдар, көршілер көріп қоймасын. Маған артық сөздің керегі жоқ, деді. Ол үлкен қақпаны емес, кіші есікті ашты. Кеп бір адам сиятын тар есікті. Оларды бір-бірлеп өткізді. Әр қайсысы жанынан өткенде бас изеп амандасып өтті. Сәкен қысқа ғана, ғалым жерге қараған күйі, ал Тұрар әзер байқалатындай етіп ілтипат білдірді. Күректің сабын қайтадан қораның қабырғасына сүйек қойды. Енді оның қажеті жоқ еді. Бірақ алыстатып тастамады. Тұра берсін, деді. Үйге кіріп, кеспе көжені жылтуға кірісті. Жүріп бара жатып іштей ойланып алды. Үш еркек, қолдарында күш бар. Қоршауды көтеру керек, отын жару керек. Үйдің төбесінен су сорғалап тұр. Дәл осы шаруалар жайлы ойлады. Қорқсам ба, қорықпасам ба деген ой болмады. Қорқыныш таңдау жоқ кезде ғана болады. Ал онда таңдау бар еді. Ол өзінің шешімін әлдеқашан қабылдап қойған. Ыстық көжені шағын қазаншаға құйып, шүберекпен ұстап көтерді де, кешегі қалған жарты бөлке нан мен 3 қасықты қосалды. Қораның қабалдырғына апарып, тура жерге қойды. Қысқа ғана қайырып. Асқа қараңыздар, деді де үйге кіріп кетті. Бұл түні ол көз ілмеді. Үстіндегі киімін шешпестен көрпенің сыртынан қисая кетті де, тыңдап тып-тыныш жатты. Аула іші жым-жырт еді. Кек қорадағы таңшолпанның анда-санда орнынан қозғалып, аяқ басқан сыбдыры ғана естіледі. Бұл үйреншікті, ешқандай үрей тудырмайтын тыныштық еді. Бір кезде шөп қора жақтан күбірлескен дауыстар естілді. Дауыс анық естіліп жатты. Шөп қора мен ас үй терезесінің арасы бар жоғы 10 қадам болатын. Түн жылы, терезе жақтауындағы бір әйнек орнына толық қонбай, сәл бостау тұрғандықтан
Дыбыс жақсы жетіп тұрды. Негізінен Сәкен сөйлеп жатты. Ақырын, бір қалыпты. Кез келген жағдайда сабыр сақтап, өз дауысын басқара білетін адамның үні. Зейнеш әр сөзді анық ұқпаса да, әңгіменің төркінін түсініп жатты. Ол: ертең әр қарай жол жүруіміз керек. Бұл жерде бөгелуге болмайды. Бәйбіше бізді аяғандықтан немесе ұятынан кіргізді. Ал ол екеуі де тез таусылады. Сондықтан адамның мейірімін асыра пайдаланудың қажеті жоқ, деп жатты. Ғалым бұған күмәнданғандай қысқа ғана мырс етті. Тұрар ештеңе деп тіл қатпады. Ұзақ үнсіздік орнады. Содан соң Сәкен өте ақырын бірдеңе деді. Зейнеш оның не айтқанын ести алмады. Тек дауыс ырғағын ғана аңғарды. Шағымданбаған, өте сабырлы үн. Жай ғана бір нәрсені нақтылап айтқандай болды. Зейнеш жатқан күйі ойға шомылды. 1941 жылы шілде айында қасында майданға алып кеткенде ол кішкентай қанатымен және ауыр шаруашылықпен жеке қалды. Үйде ер адамның қолғабысы болмады. Ақшасы да шамалы еді. Бар жиған тергендерін соғысқа дейін ақ жаратып қойған. 1941 жылдың қақаған қатал қысынан аман шықты. Аяз 40 градусқа дейін жетті. Отын жетіспеді. Үсік шалған картопта талғажау етті. Содан 42 жылда, қара қағаз келген 43 жылда өтті. Аман қалды. Шаруасын шашып алған жоқ, демек қолынан келеді. Бірақ қазір жасы 52-ге келді. Үйдің төбесінен су сорғалап тұр. Отын жарылмаған. Ал таңертең ұйқыдан оянғанда орнынан тұрмас бұрын белінің құрысы жазылу үшін 3 минуттай қозғалмай жатуға мәжбүр. Әйтпесе белі жазылмайды. Бұл туралы ол өзіне дауыстап айтпайтын. Тіпті қанатқа хат жазғанда да білдірмеген. Дәптерінде де бірақ жолмен қысқаша жазып, әр қарай кете барған. Бірақ шындығы сол еді. Қорасында 3 еркек жатыр. Туысы да, көршісі де, тіпті танысы да емес. Барар жері, басар тау жоқ. Тұрақты жұмысы жоқ. Жұртқа мақтанып айтатындай өткен өмірі жоқ адамдар. Оның жарылмаған отыны мен тесік шатырын қайтерін білмей отырған секілді, бұлардың да барар жері жоқ. Түнгі сағат 1-де ол өзіне іштей: ертең таң атсын, көрерміз, деді де бір қырынан жатып көзін жұмды. 3 минуттан соң терең ұйқыға кетті. Ол осылай шешім қабылдай алатын, немесе мәселені уақытша ысырып қойып, таң атқанша өзін өзі жегідей жеп қиналмауды білетін. Бұл да жылдар бойы қалыптасқан мықты қасиет еді. Әдеттегідей таңғы сағат 4-те оянды. Дала әлі қараңғы еді. Шығыс жақтан аспан жаңа ғана ағарып, орманның үстінен әзер байқалатын қызғылт жолақ сызылып келе жатты. Қорадағы таңшолпан әлде қашан мөңірет тұрған. Бұл сиыр уақытты оятқыштан да артық білетін. Ешкілер де оған қосыла маңырады. Зейнеш киініп аулаға шықты. Ем алдымен көз қиығымен анау шеттегі шөк қораға қарады. Есігі ішінен ілмекпен жабулы тұр екен. Олардан ешкім сұрамаса да, өздері ішінен бекітіп алған. Мұны ол іштей түйіп қойды. Демек, шулауға, жұрттың назарын аударуға болмайтынын түсінеді. Демек, олар ойлана біледі. Таңшолпанды сауып алды. Таңертең 8 литрдей сүт шықты. Күн ыстықта салқын кезге қарағанда сүт аздау болады. Тауық қораның есігін ашып еді. Тауықтар аулаға лап қойып, жем іздеп жан-жақ тарай бастады. Ешкілерге бір уыс құрғақ жоңышқа салып берді. Ас үйдегі пештің үстіне тары ботқасын қойды. Үйдегі сары май әлі таусыла қоймағандықтан бір қасық май қосып жіберді. Құдықтан 2 шелек су әкелді. Иінағашты иығына асу күнделікті дағдысы. Алғашқы қадамды жасағанда белі сырқырап кетті. Бірақ ол тоқтаған жоқ. Жүрсін де баяулатпады. Күн орманның үстінен көтеріліп, аула іші таңғы нұрға малынған алтын уақытта еркектер қорадан шықты. Олар бірінің артынан бірі іле шала шықты. Ең алдымен Сәкен ауланың ішіне көз жүгіртіп, қақпаға, қоршауға, үйдің шатырына баға бере қарап шықты. Бәрін көзбен өлшеп бағалайтын инженерлік әдеті қоймайтын. Содан соң босағада тоқымасын қолына алып отырған Зейнешке жақындап келді. Әдеппен ғана: «Қайырлы таң, беті қолымызды жуып алуға бола ма?» деп сұрады. Зейнеш құдық жақты нұсқап басын изеді.
Олар жуынып жатқанда өзі байқатпай көз қиығымен мұқият бақылап отырды. Бұл өте маңызды сәт еді. Адамның таңертең қалай жуынатыны, әсіресе бөтен ауылда жүргенде оның кім екенін кез келген сөзден артық айтып беретін. Ғалым тез жуынды. Ожаумен бетіне, мойнына су шашты да, сілкініп алып шеткерірек барттырды. Өзі орап алған темекісін тұтатты. Қолдан жасалған темекісі жұп-жұқа, таусылуға таяған екен. Үй жаққа түтін кетпесін деп, аулаға емес, сыртқа қарай бұрылып тұрып тартты. Сәкен өте мұқият, асықпай жуынды. Қолын сабындады. Өзімен бірге ала келген кіп-кішкентай сабын қалдығы бар екен. Қолын жақсылап ысқылап жуып, сумен шайды да, пиджағының қалтасынан шығарған шүберекпен сүртті. Шүберегі тап-таза екен. Тұрар құдыққа ең соңынан келді. Ол бір шелек суды толтыра тартып алып, құдықтың ернеуіне қойды да жейдесін шешті. Содан кейін бір шелек мұздай суды басынан төмен қарай құйып жіберді. Таң әлі салқын, шөп басындағы шық үлгеріп кекпегеніне қарамастан. Басын сілкіп, суын қақты да жейдесін қайта киді. Осының бәрін үнсіз, сабырлы, күнделікті дағдысымен жасады. Бұл майданнан қалған әдет екенін Зейнеш бірден ұқты. Ол мұндайды соғыстың алғашқы айларында Қасым үйде болған кезде көрген. Ол да әр таң сайын ауылда мұздай сумен қиынатын. Сонда майданда жылы су болмайды, бойды үйрету керек, деуші еді жарықтық. Дастарқанға шақырды. Тары ботқасы, нан, жаңа сауылған, әлі жылуы қайтпаған таңшолпанның сүті. Дастарқанға тамақ қойды да, өзі қарама-қарсы шай құйылған кесесін алып отырды. Үнсіз қарап, ойға шомылды. Сәкен тамақты ұқыпты ішті. Қасықты уыстап емес, дастарқан басындағы әдепті жақсы білетін, көргенді адамша дұрыс ұстады. Нанды тұтас тістеп жемеді. Әр жолы кішкенеден үзіп алып отырды. Асықпай, бірақ тынбай аулатпай, дәмнің қадірін білетін адамдарша, өзін әдейі тежегендей кейіп танытпастан тамақтанды. Ғалым тез-тез жеді. Оның тезірек, әрі көбірек жегісі келіп тұрғаны байқалып тұрды. Бірақ өзін әдейі тежеп, ұстап отырды. Көзін ыдыстан алмай тамақтанды. Ботқасы таусылғанда, пеш үстіндегі қазанша көрініп тұрса да, қосымша сұрап қол созбады. Сұрамады да. Тұрар баяу жеді. Жанарын ыдыстан алмады. Таңғы ас бойы бір ретте басын көтермеді. Олар тамақтанып болған соң, Зейнеш ыдыстарды жинап жатып, пеш жақтан бұрылмастан: «Шаруа бар. Бақшаның қоршауы құлап қалды. Ас үйдің шатырынан су кетіп тұр. Отын жарылмаған. Егер кешке дейін осыларды бітірсеңіздер, кешкі ас беріп, тағы бір түн қонуға рұқсат етемін. Одан арғысын көре жатармыз», деді. Сәкен қасындағы екеуіне қарады. Ғалым: «Қарайтын несі бар? Бәрі түсінікті ғой», дегендей ығын қиқаң еткізді. Ал Тұрар сол кезде орнынан тұрып, аулаға шығып бара жатқан еді. Зейнеш те оның соңынан шықты. Тұрар отындық жақта бөрене үстінде жатқан шот балтаға қарап тұрды. Балтаны қолын алды да, алғашқы ағашты тігінен қойып, сәл түзеді де, құлашын жазып ұрып жіберді. Ағаш бір ұрғаннан ақ қақ айырылды. Жақсы. Зейнеш қолына пышақ пен себетін алып, қияр теруге бақшаға кетті. Аулада шот балтаның бір қалыпты сартылдаған даусын сыртынан естіп жүрді. Тарс, тарс, тарс. Еш асығыссыз, артық күш жұмсамастан бір қалыпты ұрып жатты. Нағыз істің мәнін білетін адамның жұмысы осындай болады. Ол жүйектердің арасымен жүріп, еңкейіп қияр үзіп жүрді. Және іштей ойланып қояды. Түнде өзіне: «Таң атсын, көрерміз», деп еді. Міне, таңды атты. Байқап қараса, әзірге бәрі бір бағытта, дұрыс арнамен кетіп бара жатқандандай. Түске таман өзі кем дегенде 3 апта, бәлкім одан да көп уақыт жұмсайтын шаруа тындырылды. Тұрар отынның бәрін жарып тастады. Жай ғана жарып қойған жоқ. Әр ағашты ұқыпты жарып, көлеміне қарай іріктеп шықты. Жіңішкелерін от жағуға, орташаларын күндізгі отқа, ал ірілерін түнге деп бөлек-бөлек жинады. Шатыр астындағы отындыққа тығыз етіп, қатарларын айқастыра қалады. Бұл отынның шашылып қалмауына, әрі арасынан ауа жүріп, ылғалданбауына септігін тигізетін.
Зейнеш аулаға шығып, мұны көріп кілт тоқтады. Марқұм Қасымы да отынды дәл осылай іріктеп, айқастыра қалайтын. Ол кезде Зейнеш оның бұл қылығына күліп, бәрібір жанып кететін отын ғой. Қалай жатқанында қандай айырмашылық бар, дейтін. Қасым оған езу тартпастан, байыппен жауап беретін. Бұл адамның өзіне байланысты. Дүниеңді қалай ұстасаң, өмірін де солай өтеді. Ол кезде мұның мәнін түсінбеуші еді. Ал қазір тұрар қалаған отынға қараттырып бәрін ұқты. Және дәл сол сәтте сөзбен жеткізе алмаса да, санасында мәңгі қалатындай тағы бір нәрсені түсінгендей болды. Сәкен қоршауды жөндеп жатты. Қорадан бұрынғы жөндеру жұмыстарынан қалған, бұрышта жатқан ескі сырықтарды тауып алды. Ол жерде не жатқанын Зейнештің өзі де жөнді білмейтін. Бояудың ескі қалбырынан шегелер тауып, сабы жарылған балғанды алды. Сәкен балған алып, қарап шықты да, шүберек тауып, жарылған жеріне орап, сулап қойды. Ағаш сіңгенде сабы мықтырақ ұстайды емес пе? Ешкіммен рұқсат та, ақылда сұрамады. Жай ғана өз білгенмен істеді. Жұмысты ретімен әрі сауатты атқарды. Алдымен қоршаудың соңғы бағанасына дейін жағалап шықты. Әр бөлігіне бірнеше секунд мұқият қарап, зерттеп алды. Қай бағананың түбі шіріп, ауыстыруды қажет ететінін, қайсысы жай ғана желден құлап, көтеріп бекітсе жететінін, қай жердің тақтайы бүтін, тек орнынан қозғалып кеткенін тексерді. Қолында ешқандай қағаз болмаса да, оның іштей жоспар құрып алғанын Зейнеш бірден байқады. Ол мұны Сәкеннің әр бөлікке тоқтап, әрі қарай жүрмес бұрын мұқият қарап тұрғанынан ақ түсінді. Содан соң ешбір абыржусыз, байыппен бір қалыпты жұмысқа кірісті. Тал түсте Зейнеш қасынан өтіп бара жатып, біткен іске көз салды. Айтатын ештеңе жоқ еді. Бәрі дұрыс, мінсіз жасалған. Өзі істегеннен де әлде қайда жақсы шықты. Өйткені ол қай жерін ауыстырып, қай жерін бекітуге болатынын саралап жатпас еді. Жай ғана сол жақтан оңға қарай ретімен түсей беретін. Ғалым шатырдың үстінде жүрді. Оның жұмысын сырттан бақылаудың өзі бір қызық еді. Бойы аласа, алғаш қарағанда қолдары ебедейсіз көрметін ол. Қия беткейлі шатырдың үстінде, аяғын қайда басып жатқанына қарамастан, тез әрі сенімді қозғалатын. Бұл талай рет қауіпті іске барып, кейіннен оны қауіпті деп саналдан қалған адамға тән мысыққа ұқсаған ептілік болатын. Ол судың шатырдан қайтыстан кетіп жатқанын тапты. Бірақ ол Зейнеш ойлаған жер емес екен. Зейнеш жаңбырдан соң ылғи сол жақ бұрыш су болып жататындықтан солай ойлайтын. Ал ғалым оны жарты метрдей оң жақтан тапты. Шатыр тіреуішінің сол жері әлсіреген екен. Су алдымен сол боймен төмен ағып келіп, содан кейін барып бұрышқа тамады екен. 3 шіріген және бір сынған тақтайды тапты. Төмен түсіп, тақтай бар жоғын сұрады. Зейнеш қора жақтын нұсқады. Ғалым қайтадан шатырға шығып, 40 минуттай сол жерде жұмыс істеді. Зейнеш оның балғаны сирек, бірақ дәл ұрып жатқанын естіп отырды. Жерге түскен соң, дайын болды, деді. Келесі жаңбыр жауғанда көрерміз, бірақ су өткізбеуі тиіс. Зейнеш үнсіз бассыз еді. Түсте оларды тамаққа шақырды. Сарымайға қуырылған пияз қосылған қарақұмық ботқасы, нан және құмырадағы шалап көже. Олар дастархан басына жайғасты. Ал Зейнеш оларға қарап отырып, «Бәсе, солай де», деп іштей ой түйді. Бір ғана таңның ішінде 3 бөтен азамат оның мамыр айынан бері ойлап, шамасы келмей жүрген шаруасын тындырып тастады. Ешқандай өтінішсіз, нұсқаусыз, бастарына барттырып, мынаны бейт, ананы сүйт деп түсіндірмей-ақ өздері жасады. Әр қайсысы бір істі өз еркімен қолына алып соңына жеткізді. Қырар отын жарып, Сәкен қоршауды жөндеп жатқанда, ғалым ештеңе істемей, кемексін тартып отыра берсе де болар еді. Оған ешкім ләм-мим демес еді. Зейнеш ешкімге нақты мынаны істе деп бұйырмады. Бірақ ғалым қарап отырмай, өзіне ешкім тапсырмаған шатырды жөндеуге кірісіп кетті. Зейнеш мұны байқады. Мұны көңіліне түйіп қойды. Кейін маңызды болып шығатын дүниелерді адам осылай есінде сақтайды ғой. Түстен кейін Сәкен оған өзі келіп тіл қатты. «Шөп қораның да төбесі нашарлап қалыпты», деді ол. Бүйірінен 2 тақтайы ажырап кеткен. Ауланың бұрышынан қарағанда анық көрініп тұр екен.
Жазда түгетпегенімен, күзде ішіне су толып, тіреуіштері шірі бастайды. Кетіп қалмай тұрғанда, соны жөндеп берейінші. Сөйтіп рұқсат сұрады. Зейнеш бір сәт үнсіз қалып, қайда барасыңдар өзі, деп сұрады. Сәкен сәл бөгеліп, шынын айтты. Әзірге білмейміз. Қарағандыға барып көрерміз. Бәлкім зауытқа жұмыс қалар. Тіркеусіз қиын әрине. Бірақ Ақкөл жақта кейбір қара жұмыстарға тіркеусізде ала береді дейді. Зейнеш бас изеді де үйге кіріп кетті. 10 минуттан соң қолына шаруашылық дәптерінен жыртып алған таза парақ пен химиялық қарындаш ұстап шықты. Оны босағада тұрған Сәкеннің алдына қойды. Кімсіңдер? Қай жақтансыңдар? Қай баппен және қанша жыл отырдыңдар? Бәрін жазыңдар. Шынын жазыңдар, деді. Сәкен оған жанарын қадады. Не үшін? Деп сұрады. Зейнеш байыппен ғана. Егер кім екендеріңді білсем, сендермен әр қарай сөйлесе аламын. Ал егер айтпасаңдар, өз еріккерін. Бірақ онда ертең таңертең бұл жерден кетіңдер, деп жауап берді. Сәкен қарындашты қолын алды. Ұсақ, бірақ түсінікті жазумен бірнеше жол жазды. Сосын ғалымға берді. Ғалым жасыратын сыры болғандықтан емес, өзі туралы қағазға жазып үйренбегендіктен ыңғайсызданып, бетін тырыстырды. Ол да жазды. Сосын Тұрарға ұсынды. Тұрар парақты алды да, оған 10 секундтай ұзақ қараттырды. Содан кейін өзгелерден гөрі аз, өте қысқа ғана бірнеше сөз жазды. Қағазды Зейнешке қайтарып берді де, оның жауабын күтпестен қора жаққа кетіп қалды. Зейнеш жазылғанды оқып шықты. Қолындағы қағазды ұстаған күйі біраз тұрды да, қайтадан оқып, алжапқышының қалтасына салып қойды. Ештеңе демеді. Олар шөп қораның төбесінде жөндеп тастады. Кешке қарай жұмыстың бәрі бітті. Зейнештің таңертең айтқандары да, тіпті өзі ауыз қалмаған тағы бірнеше ұсақ-түйек шаруаларда тындырылды. Сәкен қақпаның босап, шиқылдап тұрған сол жақ топсасын ауыстырды. Ғалым қораның ағаш ысырмасын жөндеп қойды. Тұрар ешкім айтпаса да, құдық басындағы бос тұрған күбілердің бәрін суға толтырып қойды. Кешке ол дастарханға ас қойды. Шойын табада пияз бен аскөк қосылып қуырылған картоп, жертөледен алынған аштылған орам жабырақ, нан, бір құмыра сүт. Бұл жолы ол алғаш рет олармен бірге дастархан басына жайғасты. Бұған дейін тамақты қойып, өзі кетіп қалатын еді. Енді міне бірге отыр. Үнсіз тамақтанды. Бірақ бұл үнсіздік таңертеңгідей сақтана отырған үнсіздік емес. Жай ғана тыныштыққа толы үнсіздік еді. Дастарханды жинап жатып, артына бұрылмастан, «Қонып шығыңдар, ертең сөйлесеміз», деді. Тұрар бірінші болып орнынан тұрды. Үнсіз ғана қысқа бас изеді. Қораға кетті. Ғалым сәл бөгеліп, дастарханнан түсіп кеткен қасықты көтеріп алып, ыдыс салынған легенге ұқыпты түрде салды. Сәкен ақырын ғана, «Рахмет сізге, бәйбіше», деді. Зейнеш үндемеді. Босағаға шығып, қарауытқан аспанға көз салды. Жұлдыздар ірі, жерге жақын көрінді. Сарыарқаның тамыз айындағы ашық түндерінде жұлдыздар үнемі осылай жарқырап тұратын. 1 минуттай тұрды да, үйге кіріп, ертеңгі күнді ойлады. Тосқауыл мен таңдау. Келесі күні, кешке күн тоғайдың артына жасырынып, ауа райы сәл салқындаған кезде, ыстық бір жола кеткен жоқ, бейне бір ауыр нәрсе ұйқыға кеткендей жай ғана бәсеңдеген сәтте, Сәкен Зейнешке келіп, 15 минуттай сөйлесуге рұқсат сұрады. Зейнеш бас изеді. Босағаға шығып, баспалдаққа жайғасты. Ғалым мен Тұрар қора жақта қалды. Ғалым темекісін тартты. Тұрар үйдегі мұқалып қалған пышақтарды тауып алып, қайрақпен қайрап жатты. Бірақ екеуі де бұлар жаққа емес, басқа жаққа қарап отырды. Әңгіменің өздеріне арналмағанын, әзірге кедергі келтірмеу керектігін түсініп, әдейі оңаша қалдырды. Сәкен баяу, әр сөзін ойланып сөйледі. Бұл оның сөзін жалғастырмас бұрын бірнеше секунд үзіліс жасап қоятыннан байқалып тұрды. Сөйлей алмайтындықтан емес, ол жақсы сөйлейтін. Тек артық сөз айтпай, ештеңені назардан тыс қалдырмай, нақты жеткізгісі келгенінен еді. Ол, үшеуміз де сіздің жақсылығыңызды асыра пайдалануға болмайтынын, қашан кет десеңіз, еш сөзсіз сол сәтте кететінімізді жақсы түсініп отырмыз, деді.
Бірақ кетпес бұрын, соңғы 2 тәулік бойы ойынан шықпай қойған бір нәрсені айтқысы келетінін жеткізді. Үнсіз қалып, сосын төтесінен айтты. Олардың барар жері жоқ. Шынымен де баратын жерлері жоқ. Жол жоқ немесе жүретін аяқ жоқ деген мағынада емес. Әр жолдың алдында қабырға тұр деген мағынада. Қалада тіркеусіз дұрыс жұмыс қалмайды. Қара жұмысқа алуы мүмкін, бірақ онда дәл өздер сияқты болашағы жоқ адамдармен бірге баракта тұрасың. Ал олардың тең жартысы ерте ме кеш пе қайтадан сынады. Өздері қалағандықтан емес, ортасы төменге тартып тұрған соң, айналаңның бәрі сондай болған соң, тоқтау өте қиын. Ауылдарда бөтен адамдарды жақтыра бермейді. Оның үстіне сотты болғандарды. Төлқұжаттың орнындағы босатылғаны туралы анықтама маңдайға басылған таңбамен тең. Барлық жерде алдымен сол қағазды көреді, ал оның артындағы адамды. Байқаса байқайды, байқамаса жоқ. Зейнеш сөзін бөлмей мұқият тыңдады. Сәкен сөзін жалғастырды. Сіздің шаруашылығыңыз бар, өте мықты, ауқымды екені көрініп тұр. Бірақ оны жалғыз алып жүру мүмкін емес екені де көрініп тұр, деді ол. Мұны мен сіздің намысыңызға тию үшін емес, 2 күн ішінде көзіммен көрген шындық болғандықтан айтып отырмын. Қол күші жетіспейді. Таңертең сіздің су толы шелектерді қалай тасығаныңызды, шағымданбасаңыз да, беліңізді қалай тік ұстауға тырысып, қиналып жүргенімізді көрдім. Бұл әлсіздік емес. Бұл 52 жаспен 41 жылдан бергі демалсыз бейнеттің көрінісі. Ол әйелдің шамасы келмей жатыр деген жоқ. Кек жалғыз жүргеннен гөрі 2 болған жақсы. Ал 3-еуміз қосылып 4 болсақ, тіпті жеңіл болар еді, деді. Үнсіздік орнады. Ұзақ емес. Айтылған сөздің мәні жүрекке жетуіне қанша қажет болса, дәл сонша уақытқа созылған үнсіздік. Міне, оқиғаның кезекте бөлімі. Бұл мәтінде бейнебаянда баяу, мағыналы, әрі сезіммен оқуға арнайы бейімделді. Барлық есімдер қазақыланды, сандар сөзбен жазылды. Ал оқиғаның рухы қазақы менталитетке толықтай сәйкестендірілді. Нұсқаулыққа сай, мәтін соңында ешқандай сұрақ қалдырмай, бірден дайын нұсқаны ұсынып отырмын. 3 сұрақ, 3 тағдыр. Сосын Сәкен өз ұсынысын айтты. Олар осында қалады. Шаруашылықта көз бояушылықсыз, шын беріліп жұмыс істейді. Отын ба, бақша ма, мал ма, жөндеу ме? Бәйбішенім айтқаны, мен өздері байқаған шаруаның бәрін тындырады. Есесіне баспана мен ішер ас. Ақша сұрамайды. Артық ештеңе талап етпейді. Оның сөзі заң. Кет десе, сол күнақ қараларын батырады. Не айтса соны істейді. Ешқандай талқылаусыз, ренішсіз. Зейнеш үнсіз отырып қалды. Ұзақ отырды. 1 минуттай шығар. Бірақ іштей одан да көп уақыт өткендей сезілді. Сәкен оны асықтырмады. Үстемелеп ештеңе қоспады. Күтті. Зейнеш ойланып отырды. Олардың жұмыс істей алатын алмайтыны туралы емес. Онысы онсыз да көрініп тұреді. Қауіпті ме, жоқ па деп те ойламады. Бұл сұрақтың жауабын осы 2 күн ішінде әр қайсының іс-әрекетіне қарап-ақ өзінше шешіп қойған. Мүлде басқа нәрсені ойлады. 3 бірдей бөтен еркекті үйге тұрақты кіргізу деген не сөз? Ауыл аймақ, ел жұрт не дейді? Ауыл сақшысы Сейітқазы не дейді? Қалқоз бастығы Лұқпан не айтады? Ең бастысы, бұл жағдаймен өзі қалай өмір сүрмек? Сосын барып тілі қатты. Менің 3 сұрағым бар. Әр қайсыңа бір-бірден. Шынын айтсаңдар, өз кесімімді айтамын. Алдауға тырыссаңдар, бірден жоқ деймін, ренжімеңдер, деді ол. Сәкен бас изеді. Асықпай, жеңілдей күрсінбестен, өте сабырлы түрде. Дәл осылай боларын күткен адамша қабылдады. Ғалым жақындап, баспалдақтың төменгі жағына келіп тұрды. Тартып біткен темекісін тастады. Тұрар орнынан қозғалған жоқ. Зейнеш өзі тұрып оған жақындады. Бұл да бір таңдау еді, әрі Тұрар оны түсінді. Алғашқы сұрақты Сәкенге қойды. Не үшін отырғаныңды өз сөзіммен айтып берші, деді. Қағаздан оқып біліп тұрса да, өз аузынан естігісі келді. Жүзіне қарап тұрып ұққысы келді. Сәкен айтып берді.
ешқандай артық бояусыз, өзін өзі аямастан, үстімен арыз жазған адамға деген ешқандай кексіз, ызасыз баяндады. Өз басындағы емес, бөтен біреудің оқиғасын айтып тұрғандай, тек болған жағдайды ғана тізіп шықты. Шылым шегетін бөлме, 36 жыл, нан туралы айтылған бір ауыз сөз. Уәли деген жігіт. Бар жоғы 2-ақ минуттық әңгіме. Зейнеш оның жанарына тік қарап тұрды. Ол да көзін бір ретте тайдырған жоқ. Әсер қалдыру үшін емес, жай ғана көзін жасыратын ештеңесі болмағандықтан тік қарады. Зейнеш оның шындықты айтып тұрғанын ұқты. Оқиғасы жан тебірентерлік болғандықтан емес, жай ғана ақиқат болғандықтан. Ғалымға басқа сұрақ қойды. Егер ертең ауыл адамдарының бірі келіп, бірдеңесі жоғалғанын айтып шағымданса, мен сенен көруім керек пе? Деп сұрады. Ғалым үнсіз қалды. 3 секундтай. Одан көп емес. Содан соң жоқ деді. Қысқа ғана түсіндірді. Өзіңді ана түсіндірді. Өзің тұрып жатқан жерден ұрлық істеу, көлеңкесінде отырған ағашты шабумен тең. Мен ешқашан олай істеген емеспін. Енді бастау ойымда да жоқ. Өз адамдарынан ұрлау ең төмен, ең арсыз іс. Зейнеш мұның да шындық екенін түсінді. Оның көздері адал болып көрінгендіктен емес, керісінше, оның жанары өте күрделі, жұмбақ еді. Сендіруге тырысқан адамша емес, өмірдің бұлжымас қағидасын айтқандай, күнделікті қалыпты үнмен жеткізгендіктен сенді. Түсіндіруді қажет етпейтін, онсыз да белгілі дүниені айтқандай болды. Ал Тұрардың қасына ол жақын барып тұрды. Жақындаған кезде Тұрар басын көтерді. Оған тура қарады. Бірақ жанарында еш қарсылық немесе өркөкіректік жоқ еді. Тек өзіне ғана естілетіндей етіп, ақырын ғана «Неге майданнан қаштың?» деп сұрады. Тұрар 4 секундтай үнсіз тұрды. Сосын қысқа, нақты, ештеңені жасырмастан жауап берді. Әйелім 44-ші жылдың ақпанында қайтыс болды. Өкпе қабынуынан. Өзеннен су әкеле жатып, мұз ойылып суға түсіп кеткен екен. Бірақ аптаның ішінде өртеніп кете барды. Қызым Назым 9 жаста. Ауылда жалғыз қалды. Көрші Бәтима апай көз қылып жүртті. Бірақ оның да өз алдына 4 баласы бар. Тұрар командирге баянат жазған. Жағдайды түсіндірген. Қызын жаңарқадағы қарындасына апарып тастау үшін 10 күн сұратты. Командир жақсы адам еді. Бірақ жоғарыдан қысым болды. Бөлімде қашу жағдайлары жиілеп кеткендіктен, өзгелерге сабақ болсын деп қатаңдық таныту керек болды. Баянатқа қол қоймады. Тұрар 1 апта күтті. Қайта жазды. Тағы да рұқсат бермеді. Сосын өзі кетті. Назымды апарып тастады. Қарындасының қолына табыстап, ұйықтайтын жері бар екеніне, Назымның жыламайтынына көз жеткізді. Назым жыламады. Кек өп-үлкен көздермен оған қарап, «Қашан қайтып келесіз?» деп сұрады. Ол жақында деді. Қайтар жол 2 күннің орнына 16 күнге созылды. Пойыздар тоқтап тұрды. Көпірлер қираған, айналып өтуге тура келді. 16-шы күні қайтып барды. Бірақ оны қашқын деп тіркеп қойған екен. Зейнеш оған қарап тұрды. «Қызың қазір қайда?» деп сұрады. Тұрар, «Білмеймін. Соңғы хаты 48-ші жылы келген» деді. Сосын үнсіз қалды. Зейнеш бас изеді. Босағаға қайтып келді. Үшеуі де оған қарап тұрды. Ол тағы да үнсіз қалып, соңғы рет бәрін таразыға салды. Күмәнданғаннан емес, еш күмәні қалмаған еді. Жай ғана мұндай шешімдерді ағыммен емес, адамның көзіне қарап тұрып, толық түсініп барып қабылдау керек еді. Сосын, «Қаласыңдар, бірақ шарттарымды тыңдаңдар», деді де сөзін бастады. Зейнеш ешқандай кіріспесіз, асықпай сөйледі. Барлық істі қалай істесе, сөзінде солай, тура, нақты, еш әрлеусіз, артық сөзсіз жеткізді. Олар оның бұл мінезін әрі толық түсінетіндей тани қоймаған еді. Бірақ өте мұқият тыңдады. Зейнеш мұны көрді. Үшеуі де үйіп тыңдады. Біріншіден, ішімдік ішу деген мүлде болмайды. Түбімен тыйыласыңдар. Менің діндарлығымнан немесе
Еркекке кейде ішімдік керек екенін түсінбегендігімнен емес. Түсінемін, бала емеспін. Еркекпен 20 жыл отасқан әйелмін. Бірақ мас адам, мүлде басқа адам. Осы сау адамдармен сөйлесіп, мен сендер туралы пікірімді қалыптастырдым. Ал анау мас адаммен сөйлескен жоқпын. Ол туралы ештеңе білмеймін. Демек, онымен ешқандай келісімім де жоқ. Егер мерекеде ішкілерің келсе, өздерін айтарсыңдар. Ойланып көремін. Бәлкім бір шөлмек табылып та қалар. Бірақ рұқсатсыз өз беттерінше ішуге болмайды. Екіншіден, үйге де аулаға да менің рұқсатымсыз бөтен адам кіргізбейсіңдер. Біреуді шақырғыларың келсе, алдымен менен сұрайсыңдар. Жарайды десем, шақыра беріңдер. Мен түрме қараушысы емеспін. Жоқ дедім бе, демек жоқ. Оған ешқандай талас болмау керек. Неге кіргізбегенімді дұрыс деп тапсам, түсіндіремін. Ал құптамасам, түсіндіріп жатпаймын. Үшіншіден, күнделікті еңбек. Біреудің зорлауымен емес, көңіл күй келгенде ғана емес, ауа райы жақсы болғанда ғана емес, күнде жұмыс істеу керек. Мен төбелерінен төніп тұрып тексеріп тұрмаймын. Бұл менің шаруам емес, мінезіме де жат. Бірақ адам тек біреу бақылап тұрғанда ғана қимылдаса, демек ол дұрыс адам емес. Ондайда басынан ақ қоштасқан жөн. Төртіншіден, бұл үйде мен қожайынмын. Аналарың, әйелдерің, мейірімді апайларың немесе қызметтегі бастықтарың емеспін. Бәйбішемін, осы шаңырақтың иесімін. 1941 жылдан бері еркексіз, ешкімнің көмегінсіз осы үйді, осы жерді, осы шаруашылықты жалғыз өзім ұстап отырмын. Бұл менің құқығым. Сондықтан соңғы сөзді мен айтамын. Менің ең ақылды болғанымнан, немесе үнемі менікі дұрыс болғандықтан емес, жай ғана заңы осы. Егер бұған көнбесеңдер, басынан ақ бас тартқандарың дұрыс. Бесіншіден, егер қайсыбірің кетуге бел бусаңдар, қалаған уақыттарыңызда кете бересіздер. Ешқандай түсініктемесіз, екі жақтан да ешбір ренжісіз. Ешкім ешкімді байлап ұстамайды. Ол үнсіз қалды. Әрқайсысына кезек-кезек қарап шықты. Сәкен асықпай, жеңілдей күрсінбестен, сабырмен ғана түсіндім, келісемін деді. Ғалым, келістік деді. Тұрар бір-ақ рет, қысқа, бірақ нақты бас изеді. Зейнеш босағадан тұрып үйге кіріп кетті. 1 минуттан соң 3 саттаяқ және 1 құмыра сүт алып шықты. Баспалдаққа қойды. Ішіңіздер деді. Ертең таңертең күн ысымай тұрып бақшаны суару керек. Одан кейін не істейтіндеріңді айтамын. Міне, бар келісім осы болды. Ешқандай қағазсыз, куәгерлерсіз, қол алыспастан. Ауыл үйінің ағаш босағасында кеш құрым айтылған бірнеше ауыз сөз ғана. Зейнеш кейін дәттеріне бұлай деп жазды. Мен ол кезде бұлай ұзаққа созылады деп ойламаппын. Күн суытқанша 1-2 ай жүрер де сосын кететін шығар дедім. Қателесіппін. Алғашқы күндері ауыл іші жым-жырт еді. Жесір Зейнештің ауласындағы 3 бөтен еркекті жұрт екінші күн ақ байқаған. Алдымен сырттай бақылап сыр тартты. Ең бірінші болып түйіншекке түйілген жарты келі ұнын қарызға қайтарғансып, сылтауратып Күлшира келді. Күлкілі әрине. Зейнеш ұнды үндеместен артық сөзсіз алды. Күлшира аулаға кірді. Бақша басындағы Тұрарды көрді. Шыбықтарды бір келгетіп өріп, шарбақ жасап жатыр екен. Арықта су ағатын, жыра қазып жатқан Ғалымды көрді. 10 секундтай мелшиіп тұрды да, үндеместен әлгі түйіншегін қайтарып алып кете барды. Қарзы туралы мүлде ұмытып кетті. Одан кейін Мырқасым қарт келді. Қақпа алдына тұра қалып, бүкіл көшеге жар салып, «Ей, Зейнеш, мыналарың кім?» деп айғайлады. Зейнеш сыртқа шықты. «Жұмысшылар, жалдап алдым» деді. Мырқасым қарт, «Қайдан жүрбіңдер?» деп қадала түсті. Зейнеш оған, «Сенің шаруаң болмасын, Мырқасым қарт, өз аулына бар» деп жауап қайтарды. Мырқасым кібіртіктеп тұрды да бұрылып кете барды. Кешке қарай бүкіл ауыл бәрін біліп отырды. 2 күннен соң сақшы келді. Сейітқазы ағай. Жасы 50-де. 20 жыл бойы сақшы болып қызмет етсе, оның 15 жылын осы ауданда өткізген. Өзі жаман адам емес. Зейнеш оны жақсы білетін, бірақ қызметтік борышын қатаң ұстанатын.
Таңертең киімін түймелеп, қолына портфелін ұстап жетіп келді. Шай сұрады. Дастархан басына жайғасты. Жаңа адамдарың бар деп естідім. Құжаттарын көрсетші, деді. Зейнеш үшеуінде ішке шақырды. Олар кіріп амандасты. Сәкен үндеместен анықтамасын бірінші болып ұсынды. Ғалым да өзінікін шығарды. Тұрар төс қалтасынан алып, үнсіз табыстады. Сейітқазы әр қайсысын мұқият оқып, шетке қойып, дәттеріне түртіп алып жатты. Ғалымнан сұрады. 3 рет сотталған екенсің. Соңғы рет қашан шықтың? 54-ші жылдың мамырында рақымшылықпен, деп жауап берді. Содан соң Сейітқазы Зейнешке қарады. Және, Зейнеш, кімдермен байланысқаныңды өзің түсінесің бе? Мынау 3 рет кемір тор көрітті. Ал мынау саяси баппен отырған. Қандай адамдар екенін кім білсін? Сенің шаруашылығың, ел алдында абыройың бар емес пе? Өзің қорықпайсың ба? Деді. Зейнеш оған, қорықпаймын. 3 күн ішінде оларды іс жүзінде көрдім. Жұмыс істейді, ішпейді, ештеңеге тиіскен жоқ. Әзірге маған осының өзі жеткілікті, деп жауап қайтарды. Сейітқазы күрсінді, орнынан тұрды. Өзің біл, Зейнеш, құжаттары дұрыс екен. Ұстап әкете алмаймын. Бірақ өзім байқап жүр, деді де кетіп қалды. Зейнеш оның артынан қақпаны жауып келді. Қайтып оралғанда, үшеуі де оған қараттырды. Сәл ширығып, оның не айтарын күтіп. Ол, барыңдар, жұмыстарыңды істеңдер, деді. Сөйтті де бақшаға қарай кетіп қалды. Сол күні кешке Күлшира қоршаудың ар жағынан амандасуын қойды. Зейнешті көргенде жай ғана теріс айналып кететін болды. Бейне бір, ол көзге көрінбейтін жанға айналып кеткендей. Зейнеш мұны бірінші реттен-ақ байқады. Байқады да, елемегендей сыңай танытты. Күлшираның 20 жылдық достығы осылай еді. Ауа райы жақсы болса, амандасады. Жаман болса, керіс айналады. Мұндай достықты жоғалтуда обал емес. Ауыл жұрты басқа жақты таңдады. Бірақ бұлай да өмір сүруге болатын еді. Сарыарқадағы қыркүйек айы бойындағы соңғы күшімен тіресіп тұрған жаздың соңғы деміндей. Таңертең даланың үстін тұман басады. Төмен түскен аппақ әрі қою тұман тізеге дейін жетіп тұтасып жатады. Ал ауыл сол тұманның ішіндегі кішкене аралға ұқсайды. Сағат 9-ға қарай күн көтеріліп, тұманды ізім қайым таратады да, қара жер қайтадан жылына бастайды. Қыркүйектің аспаны тап-таза, көгілдір әрі өте биік. Шілде айындағыдан да биік. Бейне бір аспан әлемінде әлдене жоғары ығысып, кеңістікті босатып бергендей. Ескі мешіт маңындағы үйеңкілердің төменгі бұтақтарынан бастап, жапырақтары бір-бірлеп сарғая бастайды. Бақтардағы алма ағаштары өнімінен ауырлаған. Бұтақтары майысып бір. Алманы күн сайын жинап отыру керек. Ауыл ішінде алма мен шірі бастаған жапырақтардың иісі мүңкиді. Бұл қыркүйектің нағыз иісі еді. Күзгі жиын керім уақыты басталды. Жаңбыр басталмай тұрып, картопты қазып алу керек. Қызылшаны жұлып, жапырағын кесіп, жер төлеге түсіру қажет. Орам жапырақты турап, тұздау керек. Үлкен ағаш бөшкелер күрп тұз, үстіне ауыр тас бастырып қояды. Сәбізді құн толтырылған жәшікке салады. Ауылда бір жақсы дәстүр бар еді. Көршілер кезектесіп, бір-біріне көмектесетін. 8-10 адамнан құралған асаршылар бір күннің ішінде бір үйдің картобын түгел қазып беретін. Ал жалғыз иесі болса, бір апта бойы әуре болар еді. Сосын келесі көршіге өтетін. Зейнештің иесін білгелі осылай болатын. Бірақ бұл жолы Зейнештің үйіне ешкім асарлатып келген жоқ. Ол көршілерінің бір үйден екінші үйге өтіп жатқанын көріп жүрді. Өз көшесіндегі 5 үйге кезекпен кіріп шықты. Бірақ оған ешкім бұрылмады. Зейнеш картобын қасындағы 3 азаматпен бірігіп, төртеулеп қазып алды. Тұрар жүйек-жүйегімен қазды. Бірде-бір картопты күрекпен кескен жоқ. Ғалым оның ізінше жүріп қазылған жерден картоптарды теріп отырды. Ешбірін қалдырмады. Сәкен себеттерді жер төлеге тасыды. Санап, ретімен орналастырды. 10 адамнан құралған асаршылар жарты күнде бітіретін шаруаны бұлар 2 күнде тындырып тастады. Зейнеш жиналып біткен бақшасына қарап тұрып, ауыл жұртыменен керіс айналды, деп
іштей ой түйді. Бұл күтпеген жағдай емес еді. Ауыл дегеніңіз бір жүйе, онда әр нәрсенің өз орны бар. Ал сол қалыптан бірдеңе шырып кетсе, жүйе бірден қарсыласады. Жесір әйелдің ауласындағы қылмыстық өткені бар 3 бөтен еркек бұл қалыпқа мүлде сыймайтын жағдай еді. Ол мұны көңіліне түйіп қойды. Ешқандай ызасыз, ренішсіз, жай ғана есінде сақтады. Қыркүйектің ортасында үнсіз кекетірестің соңы үлкен дауға аласқан бір оқиға болды. Мырқасым қарттың бір тауығы жоғалып кетті. 15 тауықтың ішіндегі жирен мекиені кешке қораға келмепті. Марқасым бір күн бойы іздеді, таппады. Екінші күні Зейнештің үйіне келді. Ауылдың көзіне көрініп, ашық тұрған қақпаның алдына келді де: «Сенің сотталғандарың менің тауығымды ұрлады. Бұған сенімдімін» деп, бар даусымен айғай салды. Зейнеш сыртқа шықты. «Өз көзіммен көрдің бе?» деп сұрады. Мырқасым: «Көргенім жоқ. Бірақ бұлардан басқа кім алады?» деді. Зейнеш одан: «Биыл ауылға түлкі шапты ма?» деп сұрады. Мырқасым: «Жұрт солай айтып жүр. Асқар жақтың адамдары көрітті. Ал қаршыға ше? Болуы мүмкін. Қоршаудың тесігінен өзі шығып кетуі мүмкін бе?» «Жоқ, мүмкін емес». «Демек, мүмкін екен ғой. Алдымен көзінді жеткізіп ал» деді Зейнеш. Мырқасым қасарысып тұрып алды. «Бұл солардың ісі. Олардан басқа ешкім алмайды». Зейнеш ғалымды шақырды. Ол сыртқа шығып жақындап келді. Зейнеш Мырқасымның көзінше: «Мына кісінің тауығын алған сен бе?» деп сұрады. Ғалым Мырқасымның жанарына жалтақтамастан тура қарады да, байыппен ғана: «Жоқ» деді. Зейнеш Мырқасымға бұрылып: «Көрдің бе алмаған? Демек сен анығын білмейсің. Дәлелің болса кел, сонда сөйлесеміз. Дәлелің жоқ па? Онда бар да түлкіңді ізде» деді де қақпаны тарс жапты. Сыртта Мырқасымның күңгілдеп, демін ішіне тартқан даусы естілді. Сосын аяқ дыбысы алыстап кетіп қалды. Ғалым Зейнешке қарап тұрды. Ол ештеңе демеді, тек басын изеді. Ғалым да үнсіз басы изеп, қораға қайтып кетті. Тауық 4 күннен кейін табылды. Ол Мырқасымның қамбасының ең төменгі бөренесінің астына кіріп алыпты. Сол жерден бір саңылау тауып алып, 4 жұмыртқа тапқан екен. Соның үстінде басып отырған шыққысы жоқ. Мырқасым оны аяғынан сүйреп әзер шығарып алды. Бірақ Зейнешке келіп кешірім сұрамады. Зейнеш оны күткен де жоқ еді. Ауыл ішіндегі әңгіме енді ашық айтыла бастады. Құдықтың басында да, пошта кезегінде де. Жесір Зейнеш қылмыскерлермен байланысыпты. Мұның соны жақсылыққа апармайды. Жалғыз басты әйелге 3 бірдей еркектің не керегі бар? Түнделетіп не істеп жатқаны бір Аллаға мәлім деген сыбыстар тарай бастады. Соңғы сөздер нағыз астарлы өсек еді. Зейнеш бұл сөздерді естіп, сыртына білдірмесе де, іштей қатты ашуланатын. Қазан айында Сейітқазы екінші рет келді. Бұл жолы қызметтік киімсіз, портфельсіз, жай қарапайым киіммен. Есікті қағып босағаға келіп отырды. Қолына шай құйылған кесені алып, алақанымен ұзақ жылтып отырды да: «Зейнеш, мен бұл жолы қызмет бабымен емес, адам ретінде келдім. Ауыл адамдары саған қатты шүйлігіп жүр. Лұқпан бастықта менен: Зейнештің үйіндегілер кімдер деп сұрады» деді. Зейнеш: «Сен не деп жауап бердің?» деп сұрады. Сейітқазы: «Бәрі заңды» дедім. «Құжаттары түгел, жұмыс істеп жатыр. Ешкімге зияны жоқ» деп айттым. Ол бұған наразы болса да, іліп алар ештеңе таба алмады. Сәл үнсіз отырды да, ақырын ғана: «Өзің ғана шыныңды айтшы, жағдайың қалай? Қысым көрсетіп, ренжітіп жатқан жоқ па?» деді. Зейнеш оған: «Сейітқазы, мен 41 жылдан бері жалғыз өмір сүріп келем. Осы уақытқа дейін мені ешкім ренжіте алған жоқ. Ренжітетін адам да болмады. Бұларға да өзіңді қорлауға жол бермеймін. Алаңдама» деп жауап қатты. Сейітқазы оған бір сәт қарап тұрды да, жымиып, үнсіз ғана күлді. Шайын ішіп болды да, орнынан тұрды. Қолын созды. 20 жылдық таныстығында бірінші рет. Зейнеш қолын алды. Ол кетіп қалды. Дәл сол күні кешке Зейнештің есінде сол алғашқы жылдан ең қатты сақталып қалған бір оқиға болды.
Сәкен мен ғалым қатты шаршағандықтан ерте жатып қалған еді. Зейнеш ас үйде шамның жарығымен жалғыз өзі шұлық жамап отырған. Үй іші тып-тыныш. Бір кезде есік аузында Тұрар көрінді. Босағада тоқтап қалды да, ақырын ғана «Кіруге бола ма?» деп сұрады. Зейнеш бас изеді. Ол ішке кіріп, қарама-қарсы орындыққа жайғасты. Үндемеді. Зейнеш оны асықтырмай, ісін жалғастыра берді. Содан кейін ол сөйлей бастады. Ұзақ сөйледі. Осы уақытқа дейін айтқан сөздерінің бәрін қосқандағыдан да көп сөйледі. Әйелі Мәриям туралы айтты. 39-шы жылдың жазында Қарағандыда қалай танысқанын есіне алды. Мәриям бойы аласа, дөңгелек жүзді. Сыңғырлап күлетін қыз екен. Бір жылдан соң шаңырақ көтеріпті. 41-ші жылы Тұрар майданға аттанды. Мәриям 8 айлық жүкті болып қалған еді. Қызы Назым 41-ші жылдың қыркүйегінде Тұрар Мәскеу түбінде жүргенде дүниеге келді. Бұл жаңалықты ол хаттан білді. Хаттар 3 ай жүретін. Мәриям хатында Назымның қалай өсіп жатқанын, не үйренгенін тәптіштеп жазатын. Назымның еңбектегенін, тәй-тәй басқанын, әкесін ешқашан көрмесе де, ең алғашқы сөзі әке болғанын жазды. 44-ші жылдың ақпанында Мәриям суға барғанда мұз ойылып суға түсіп кетті. Оны шығарып алғанымен, үсті басы малмандай су болған. Аяз 20 градусқа дейін жетіп тұрған кез. Төсек тартып жатып қалды. Ауылда дәрігер жоқ, жолды қар басып қалған. 7 күннен кейін қайтыс болды. Назым 9 жаста. Тұрар сол күні командиріне баянат жазды. Қызын Жамарқадағы қарындасына апарып тастау үшін 10 күн сұрады. Командир түсінігі бар адам еді, бірақ жоғарыдан қысым болды. Бөлімде қашу жағдайлары жиілеп кеткендіктен қатаңдық қажет болды. Баянатқа қол қоймады. Оған 2 апта күте тұр, көрейін деді. Тұрар күтті. Тағы 1 апта, тағы да. 1 ай өтті. Тұрар түн ішінде қашып кетті. Жаңарқаға жетіп, көрісінің үйінен Назымды тапты. Назым жүдеп кеткен, үндемейтін болып қалыпты. Әкесін көргенде жыламады. Кек женіне жармасып жібермей қойды. Тұрар оны Күрәш қарындасының үйіне апарып, 4 күн қасында болды. Тамағы тоқ. Жағдайы жақсы екеніне көз жеткізді. Назым одан «Қашан қайтасыз?» деп сұрады. Ол «Жақында» деп жауап берді. Қайтар жол 16 күнге созылды. Пойыздар тоқтап қалған, көпірлер бұзылған еді. Бөлімге қайтып келді. Бірақ оны қашқындардың тізіміне енгізіп қойған екен. Командир оны қабылдап, үстелден көзін алмастан ақырын ғана «Мен ештеңе істей алмадым» деді. Тұрар «Түсінемін» деді. Сонымен 10 жыл арғалап кете барды. Назым алғашқы 4 жыл бойы шетіне суреттер салып, балапан жазумен хат жазып тұрды. Кейін сиреп кетті. 48-ші жылы бір хат келді де, сонымен тоқтады. Жым-жарт. Тұрар ешқандай көз жасынсыз, бір қалыпты үнмен айтып шықты. Бойындағы бар мұңын әлдеқашан сығып шығарған адамша сөйледі. Бірақ Зейнеш оның дауысынан емес, сөйлеп отырып өз қолдарына қараған жанарынан оның ішкі дертінің әлі де жазылмағанын түсінді. Ол мұң жай ғана өзі жасырған жерінде қалған еді. Тұрар үнсіз қалғанда, Зейнеш жамап отырған шұлығын үстелдің үстіне қойды да орнынан тұрды. Бөлмеге кіріп, сандықтың суырмасынан бір жапырақ қағазбен қарындаш алып шықты. Оны Тұрардың алдына қойып, «Жаз», деді. Қызымның аты жөнін, туған жылын, қарындасының соңғы мекенжайы мен атын жаз. Қарағандыда бір танысым бар еді. Осындай бір іздеу жұмыстарына көмектескен кездері болған. Көрейік? Тұрар қағазға ұзақ қарап тұрды. Бірден сене алмай, абдырап қалғандай. Сосын қарындашты қолын алды. Зейнеш ісіне қайта кірісті. Оған қарамады. Тек қарындаштың қағаз бетінде сықырлап жазып жатқанын ғана естіп отырды. Адамға жай ғана аяушылық білдіре салмай, үміт сыйлап, нақты іспен көмектесу деген осы екен ғой, деп ойлады ол іштей. Тұрарға өзінің де, өзгенің де аяушылығы әбден жеткілікті еді, ал нақты іспен үміт жоқтығын. Қараша айы аяқ астынан бір-ақ күнде келді. Кешке ғана қара жер еді. Таңертең даланы аппақ қар басты. Шатырдан су тамшылап,
артынша қайтадан аяз қысатын көктемнің сәуір айына дейін созылатын ұзақ қыс басталды. Азаматтарды шөп қорадан үйге кіргізу керек болды. Зейнеш артық сөзсіз-ақ оларға төсек орын әкеліп берді. Сәкенге төргі бөлмеден орын сайлап, қабырға бойына жиналмалы кереует қойып берді. Ғалым мен Тұрар тақтайдан сәкі жасап, үстіне шөп салынған төсеніштер төсеп алды. Тарлау болса да жып-жылы. Тұрар үндеместен барып, төргі бөлменің пешіне қайың отынан толтырып, күні бұрын жағып қойды. Кешке қарай үйдің іші құрғақ, әрі бір қалыпты жылуға толды. Қыс өмір салтын басқаша арнаға бұрды. Жазда жұмыс адамға артық ойлануға мұрша бермейтін. Қыста да шаруа бар, бірақ баяу. Мал жан, отын су, қар күреу. Түске қарай көбінесе барлық іс бітетін. Ал алда ұзақ, қараңғы кештер қалатын. Кешкі сағат 5-тен-ақ түн түседі. Олар пештің жанында отыратын. Алғашқы апталарда сөйлескеннен гөрі үнсіздік басым болды. Зейнеш шұлық жамап, немесе тоқыма тоқитын. Сәкен кітап оқиды. Зейнеш сөреден кітап алуға рұқсат берген. Абайдың қара сөздері, Жамбылдың жырлары, Мұхтардың кітаптары бар еді. Сәкен оларды бір-бірлеп алып, мұқият оқып, орнына дәл қайтып қоятын. Ғалым ағаш жонымен айналысты. Сабы өрнектелген ағаш қасықтар, тоста қағандар, жалы төгілген кіп-кішкентай ағаш тұлпар жасап шығарды. Оларды терезенің алдына қойды да, ештеңе демеді. Тұрар пештің ашық қалған есігінен оттың жалынына қарап отыратын. Кейде 1 сағат бойы тапжылмайтын. Содан кейін бір күні кешке Сәкен өзі әңгіме бастады. Ол 46 жылғы сол бір күн туралы айтты. Екінші ғимараттың жанындағы шылым шегетін орын. Олар үшеу еді. Өзі, өз учаскесіндегі уәли және құю цехынан келген тағы бір жігіт. Тамақ талондары туралы сөйлесіп тұрған. Норманы тағы да қысқартып, нан 45 жылдағыдан да азайып кеткен кез еді. Сәкен темекісін сорттырып, шаршаңқы үнмен, жақында 33 жылғыдай жеуге түк қалмайтын шығар, депті. Жай ғана айтқан, ешқандай үндеу немесе қарсылық емес. Адамның әбден шаршағаннан дауыстап айта салған сөзі ғой. Бірақ 2 аптадан соң Сәкеннің артынан адамдар келді. Уәли күнін, сөзін түгелдей тізіп, егжей-тегжейлі домалақ арыз жазып жіберіпті. Сәкен бұл туралы ешқандай кексіз, ызасыз сөйледі. Сөзінің соңында: неге уәли бұлай істеді екен деп көп ойладым. Негізі жаман азамат емес еді. Кішкентай қызы бар болатын, әйелі ауырып жүрді. Қорыққан шығар деп ойлаймын. Өзінің адалдығын көрсетіп, басын арашалап қалу үшін бірінші болып жазуды ұйғарған болар. Бұл оны ақтау емес, бірақ түсіндіру, деді. Зейнеш тыңдап отырды. Іштей Қасымды ойлады. Қасында кейде артық сөйлеп қоятын. Оның бағына орай 41 жылы майданға кетіп қалды. Бірнеше кештен кейін ғалым тіл қатты. 33 жыл. Ол бар жоғы 7 жаста. Әкесі наурыз айында көз жұмды. Жай ғана жатты да қайта тұрмады. Анасы аштықтан аяқтары ісіп, төсек тартып жатып қалды. 5 жасар інісі тоқтаусыз жылайтын, қарны аш еді. Ғалым базарға барды. Сөренің үстінде буы бұрқыраған жылы бір бөлке нан жатты. Алды да қаша жөнелді. Қақпаның алдында ұстап алды. Отырғызған жоқ. 7 жаста, жасөспірім болған соң. Осыдан кейін ішімде бірдеңе сынық кеткендей болды, деді ғалым. Бірдеңе емес, бірте-бірте. Қатты керек болып тұрса, және басқа жол болмаса, ұрлауға болады екен ғой деген ой келді. Бұл өте ыңғайлы ой еді. Ал кейін оны тоқтату қиынға соқты. Өйткені іздеген адамға мұқтаждық пен шарасыздық әрқашан табылады. Ол өзін ақтамады, турасын айтты. Менің істегенім дұрыс емес еді. Кек аш болғандықтан ғана емес, жай ғана басқа жол таба алмағандықтан солай еттім. Енді сол дұрыс жолды іздеп жүрмін. Зейнеш оған: ол жолды қаладағы барақтан гөрі осы жерден тезірек табасын, деді. Ғалым оған бір қарады. Жауап қатпады. Бірақ сөз дәл тигенде жанарын қалай тайдырса, дәл солай көзін әрекетті. Тұрар сол кештерде үндемеді. Кек тыңдап, отқа қарап отыратын. Желтоқсан айында Зейнеш Қасым туралы айтып берді. Ғалым:
Ал сіздердің күйеуімізбен өмірлеріңіз қалай болып еді? Деп сұрады. Зейнеш басын көтерді. Сосын баяндай жөнелді. Қалай танысты десеңізші? Өзі 18-де, Қасым 20-да еді. Қарағандыдағы ауыл шаруашылық жәрмеңкесі. Ол Зейнешпен өзі бірінші болып тікелей сөйлесті. Бұл оған қатты ұнады. Бір жылдан соң шаңырақ көтерді. Қасым өте ұқытты, мығым. Сонымен қатар сәл қызық мінезді адам еді. Отынды неге дәл осылай қалау керектігін 1 сағат бойы түсіндіретін. Маңызды әңгіменің ортасында кенеттен күліп жіберуі де мүмкін. Не ойласа, соны айтатын. Үнемі солай еді. Бұл кейде жақсы болса, кейде зиянын тигізетін. 41 жылы майданға қалай аттанғанын жайлы айтты. Ол кішкентай қанатты қолында ұстап тұрған. Қасым екеуін құшақтап, алдымен ұлын, сосын келіншегін маңдайынан иіскеді. Оралам деді. Жолым болса келем демеді. Ешкімінсіз міндетті түрде орындалатын істей, ораламын деді. Бұрыштан бұрылып кете барды. Зейнеш ол көзден таса болғанша жылаған жоқ. Ал көрінбей кеткенде егіліп қоя берді. Кішкентай қанат анасының неге жылап жатқанын түсінбеді. Әкем қайтып келеді ғой деді. Ол көз жасын сүртіп, «Иә балам, міндетті түрде келеді» деді. Ас үйде тыныштық орнады. Сәкен кітабын жапты. Ғалым ағаш жонуын тоқтатты. Содан кейін Тұрар өзіне ғана естілетіндей ақырын дауыспен тіл қатты. Мен майданда жүргенде, менің де әйелім үйде көз жұмды. Өзін тастап кетпесем де, бейне бір тастап кеткендей күйіп ештім, деді Тұрар. Зейнеш оған бір қарады да ештеңе демеді. Пешке сәл жақынырақ жылжып отырды. Төртеуі де осы тыныштықта ұзақ отырды. Бұл айтылар сөз айтылып, енді артық сөздің қажеті жоқ кезде орнайтын толық мағыналы тыныштық еді. Мұны ешкімде күтпеген болатын. 1955 жылдың ақпан айына қарай өмір өз арнасына түсті. Бірақ бұрынғы жеке емес, жаңа, ортақ арнаға. Таңертең жұмыс, кешке пеш түбіндегі әңгіме, ал жексенбі күндері сәл бостау. Зейнеш кімге қашан үнсіздік, қашан жылы сөз керек екенін ұға бастады. Оларда бәйбішенің қас қабағын түсінуді үйренді. Ақпан айында қыс қаһарына мінді. Түнде аяз 25 градусқа дейін жетеді. Қабырғадағы ағаштар сатырлақ кететін. Таңертеңгі ең бірінші шаруа пешке от жағу. Өмір ешбір айқай шусыз, оқыс оқиғасыз бір қалыпты өтіп жатты. Сөйтіп жүрген ақпанның бір күнінде қақпа алдына бейтаныс бір еркек келді. Зейнеш оны ас үйдің терезесінен байқап қалды. Қақпаны қаққан жоқ. Жай ғана аулаға тесіле қарап тұрды. Қалаша киінген, бірақ жұпыны. Қазынаның пішімімен тігілген пальто, құлақшынның бауы шешулі. Аяғында жаздық былғары бәтеңке, ал далада ақпанның аязы. Тоңып тұрғаны анық байқалады. Жүзі жүдеу, көздері жылмаң қағады. Үйге, терезелерге, қораға қарайды. Бәрін көзбен шолып бағалаттыр. 1 минуттан соң қорадан қолына бос шелек ұстаған ғалым шықты. Әлгі еркекті көріп кілт тоқтады. Олар қақпа алдында сөйлесіп тұрды. Бейтаныс адам сыртта, ғалым іште. Зейнеш терезеден бақылап тұрды. Әлгі адам қолдарын сілтеп, ешбір дөрекіліксіз, бірақ бірдеңеге көндіргісі келгендей сенімді сөйлеп жатты. Ғалым шелекті ұстаған күйі жерге қарап қимылсыз тұрды. 4-5 минуттан соң бейтаныс еркек бұрылып кетіп қалды. Ғалым оның артынан қарап біраз тұрды да үйге кірді. Шелекті жерге қойды да үстіндегі тонын шешпестен дастархан басына отырды. Зейнеш қарама-қарсы отырып, оның не айтарын күтті. Ғалым ұзақ үнсіз қалды. Сосын барып тіл қатты. Бұл Қали ғой, Тыртық Қали. Онымен лагерде, Қарлақта 1948 жылы бірге болғанбыз. Өзіміз сияқтылардың бірі. Зейнеш одан, не үшін келіпті деп сұрады. Ғалым, үлкен іске шақырады. Ақкөлдің шетіндегі өнеркәсіп қоймасы бар екен. Күзетшісі жалғыз, өзі шал, түнде ұйықтап қалады дейді. Онда түрлі құрал саймандар, түрлі түсті металл, резеңке бар. Қали бәрін есептеп қойған. Ізімізді білдірмейміз, кек тәжірибесі бар адам керек дейді, деп жауап берді. Зейнеш үндемеді. Кек ғалымға қарап отыра берді. Ғалым оған жанарын көтеріп, мен мұны сізге айтуға келдім. Неге екенін өзім де түсінбеймін.
жай ғана айтқым келді, деді. Зейнеш 3 минуттай үнсіз отырды. Ғалым ештеңе қоспастан, өзін ақтамастан күтіп отырды. Жай ғана жауабын күтті. Содан кейін ол орнынан тұрып пеш жаққа барды. Қолына қасық алып, араластыруды қажет етпейтін сорпаны араластырғансыды. Оған арқасымен қарап тұрып, мұны маған не үшін айттым деп сұрады. Ғалым сәл бөгеліп, ақырын ғана: өйткені егер кетіп қалсам, сіз бәрін білетін боласыз. Мені үндемей кетті. Демек оның ешқандай ниеті болмапты деп ойлағаныңызды қаламаймын. Олдай таңдау болғанын көзіңізбен көргеніңізді қалаймын. Мен сізге айттым, енді сіз бәрін білесіз, деп жауап берді. Зейнеш оған бұрылып бетіне қарады да: ғалым, сен ол жолды әлдеқашан тауып қойдың ғой, деді. Ғалым бірден түсінбеді. Сосын оның жүзінің өзгергеніне қарағанда мәнін ұқты. Бәйбішенің қараша айында айтқан, ол жолды қаладағы барақтан гөрі осы жерден тезірек табасын деген сөзі еске түсті. Мені табатынын нақтыламаған еді, ал қазір түсінді. Ол орнында тапжылмастан Зейнешке қарап қалды. Зейнеш пеш жаққа қайта бұрылды. Олар бұл әңгімеге қайтып оралмады. Бір аптадан соң Қали қайта келді. Ғалым оған өзі шықты. Әңгіме қысқа болды. Ғалым басын шайқады. Қали қоймай үгіттеді. Ғалым тағы да басын шайқады. Артына бұрылып, үйге қарай жүріп кетті. Қали сәл тұрды да, қарға түкіріп кетіп қалды. Содан қайтып қаратпады. Наурыз айында 2 маңызды оқиға болды. Сәкен Ақтау комиссиясына хат жазды. Зейнештен қағазбен хат қалта сұрады. Не үшін екенін түсіндірді. Ол артық сөзсіз берді. Хат облыс орталығына жіберілді. Наурызда да, сәуірде де, мамырда да жауап келмеді. Сәкен әр апта сайын көрші Қарасу ауылындағы поштаға жаяу барып қайтатын. Барғаны 5 шақырым, қайтқаны 5 шақырым. Әр барған сайын құр қол оралатын. Әзірге жоқ деп, қысқа ғана қайырады да жұмысына кірісіп кететін. Зейнеш сырттай бақылап, іштей ой түйетін. Нағыз сабыр деген осы екен ғой. Қиналып зарығып күту емес, бәрі әлдеқашан шешіліп қойғандай, күте жүріп қалыпты өмір сүру. Дәл сол наурыз айында Тұрар тағы да тіл қатты. Кеш қарайған шақ. Ас үйде екеуі ғана қалған еді. Зейнеш табанан жауып жатқан, ал Тұрар тал шыбықтарынан себет тоқып отырған. Кенет ол басын көтерместен: мен Назымның қайда екенін білемін, деді. Зейнеш қолындағы қамырын илеген күйі кілт тоқтады. Тұрар мән жайды түсіндірді. Желтоқсан айында Зейнеш әлгі қағазды берген кезде бір танысы арқылы хат жолдапты. Ол танысы Алматыдағы байланыстар арқылы іздестірген екен. Жауабы наурыз айында Қарасу поштасына келіп түсіпті. Назым Алматыда тұрады. 1952 жылы тұрмысқа шыққан. Күйеуі әскери адам, лейтенант. Мекенжайы нақты көрсетілген депті. Зейнеш одан: сен оған хат жаздың ба деп сұрады. Тұрар: жоқ, деді. Зейнеш таң қалып: неге, деді. Тұрар қолындағы шыбықтарға қарап отырып, баяу ғана тіл қатты. Ол 11 жыл бойы менсіз өмір сүрді. Бой жетті, тұрмысқа шықты. Өз түтінін түтетіп отыр. Қолында сотталған деген анықтамасы бар менде адам оған не үшін керек? Кек шырқын бұзамын ғой. Зейнеш қолын алжаққышына сіртіп, үстелге жақындады да оған қарама-қарсы тұрды. Оған қарап: Тұрар, ол сені қабылдауға міндетті емес. Сені көргісі келуге де міндетті емес. Бұл оның құқығы. Және сен ол құқықты оның қолынан тартып ала алмайсың. Бірақ сен оның орнына ол мені қаламайды деп шешім қабылдай алмайсың. Бұл сенің емес, оның шешімі. Сенің міндетің хат жазу. Оған өз шешімін өзі қабылдауына мүмкіндік бер. Жаз, деді. Тұрар ұзақ үнсіз қалды. Қолындағы себетке үміліп қарап отырды. Сосын орнынан тұрып, төргі бөлмеге кіріп кетті. Қайтып шыққанда, қолында Зейнештің қарашада берген шет-шеті умаждалған, жазуы бар әлгі қағазы бар екен. Үстел басына отырып, қарындашын алды. Қағазды алдына қойды. Зейнешке қарады. Ол басыз еді. Тұрар хат жазуға кірісті. 20 жыл өткен соң. Оқиғаның немен аяқталғанын айтпас бұрын, бір нәрсені түсіну өте маңызды. Бұл оқиға ертегіге айналып кеткен жоқ.
Ешкім байыптетпеді. Ешкім үлкен қалаға көшіп, жарқыраған жаңа өмір бастаған жоқ. Жақсылық жеңіп, бәрі бір сәтте өз орнына келе қалатын салтанатты сәтте болмады. Жай ғана өмір жалғасып жатты. Баяу, қарапайым өмір. Бірақ бұрынғыға қарағанда мүлде басқаша еді. Назым Тұрарға 2 айдан кейін жауап жазды. Хат қалта Қарасу поштасына келді. Сәкен оны жол жөнекей ала келіпті. Тұрар хатты алды да ашпастан қолында ұстаттырды. Зейнеш оның керез алдында 5 минуттай хатты уыстап тұрғанын көрді. Содан соң төргі бөлмеге кіріп, есікті жауып алды. 1 сағаттан соң ғана шықты. Кешкі аста ештеңе айтқан жоқ. Бірақ Зейнеш байқап отырды. Ол тамақты әдеттегіден сәл кезірек жеді, және бір рет тамақтан көзін алып, керезеге ұзақ қарады. Хат қысқа екен, әр сөзі өлшенген, сақтықпен жазылған бірнеше қатар ғана. Назым хатты алғанын жазыпты. Жағдайы жақсы екен. Толқын есімді қызы бар екен айтылыпты. 3 жаста. Күйеуі жақсы адам депті. Соңында жалғыз ғана сұрақ. Денсаулығыңыз қалай? Тұрар бұл хатты қайта-қайта оқыды. Зейнеш көріп жүрді. Ол кешкісін хатты шығарып, тізесінің үстіне қойып қоятын. Қарап отыратын. Жол-жолмен оқымайды. Жай ғана қарайтын. Ұзақ уақыт бойы сенбеген. Бірақ аяқ астынан шындыққа айналған, ғажайыпқа қараған адамша телміретін. Олар хат жазыса бастады. Сирек, 2-3 айда бір рет. Назым сақтықпен сұрақтар қоя отырып жазатын. Тұрар одан да бетер сақтанып, қысқа, бірақ үзбей жауап беріп отырды. Әр келген хат сайын, ешбірін қалдырмастан. 1958 жылы Назым өзі келді. Алдын ала хат жазды. Егер қарсы болмасаңыз, мамырдың аяғында 3 күнге барып қайтамын депті. Тұрар хатты Зейнешке әкеліп көрсетті. Ол оқып шықты да, бас изеді. Келе берсін, бөлмесін дайындаймыз деді. Назым автобуспен келді. Бойы ұзын, қара шашты, тік жүретін қыз екен. Жасы 23-те. Тұрардан аумайды. Сол қарулы дене бітімі, сол қап-қара мұқият көздер, сол қарасы. Жалтақтамай тіке қарайды, бірақ өзгеге салмақ салмайды. Тұйықтау екен. Зейнеш апамен қос қолдап, сыпайы, бірақ нық амандасты. Тұрар аулада күтіп тұрды. Олар кездесті. Назым жақындап келіп, бір қадам жерде тоқтап қалды. Екеуі де 5 секундтай үнсіз тұрды. Сосын Назым ақырын ғана бірдеңе деді. Тұрар да бәсең дауыспен жауап қайтарды. Зейнеш естімеді. Естуге де тырысқан жоқ. Бұл оның шаруасы емес еді. 3 күн бойы екеуі ауыл ішінде бірге жүрді. Кешкісін аулада қатар отырды. Зейнеш олардың ортасына түспеді. Тамақтарын берді, бөлмесін көрсетті. Әрі қарай өздері білсін деді. 3-ші күні Назым қайтар кезде екеуі қақпа алдында құшақтасты. Қысқа ғана, сәл ыңғайсыздан құшақтасты. Бұл бір-біріне әлі толық үйреніспеген, бірақ міндетті түрде үйренісіп кететіндерін сезінген адамдардың құшақтасуы еді. Бірақ құшақтасты. Тұрар жолдан қайтып келіп, босағаға отырды. Зейнеш сыртқа шығып, қасына бір кесе ыстық шай қойды да, қайтадан үйге кіріп кетті. Одан артық ештеңенің қажеті де жоқ еді. Сәкен хатының жауабын 1956 жыл алды. Ресми мөрі басылған хат қалды. Ақталды. Қылмыс құрамы болмағандықтан барлық айып алынып тасталды. Машинкамен басылған 2 парақ мәтін және анықтама. Сәкен оны үйге әкеліп, үстел үстіне қойды. Зейнеш 2 парақты да соңына дейін мұқият оқып шығып, «Енді не болмақ?» деп сұрады. Сәкен: «Енді қалыпты өмір сүруге болады. Төлқұжат, тіркеуге тұру. Ақкөлдегі зауытта жаңа бөлімше ашылып жатыр екен. Технолог қажет дейді. Мамандығымда тәжірибем де бар», деді. Зейнеш одан: «Кетесің бе?» деп сұрады. Сәкен сәл үнсіз қалып: «Ол жақта жұмысым ғой. Бірақ мұнда үнемі қайтып ораламын. Егер қуып шықпасаңыз, әр апта сайын келемін», деді. Зейнеш: «Сені кім қуып жатыр?» деді. Айтқандай ақ болды. Сәкен зауытқа орналасып, қаладан бір бөлме жалдаттырды. Бірақ әр жексенбі сайын Қызылжарға келетін. Жазда велосипедпен, қыста жол жөнекей көліктермен жететін. Таңғы сағат 8-де келіп, түскі 2-ге дейін шаруа істейді. Түскі асын ішіп, қайта кететін. Бұл жексенбінің өзіндей қалыпты, бұлжымас әдетке айналды. 1959 жылы ол үйленді.
Жарының аты Торғын. Ақкөлдегі мектептің бастауыш сынып мұғалімі. Мінезі жібектей, жүріс-тұрысы сыпайы, жанарынан ақыл төбілік тұратын жан еді. Сәкен оны бір жексенбіде алдын ала ескертпестен Зейнешпен таныстыруға келді. Зейнеш түскі ас үстінде келіннің қасықты қалай ұстайтынына, қалай тыңдайтынына, өз ойымен отырғандағы жанарына байыппен қарап отырды. Сосын бір ғана сөз айтты. Жақсы. Торғын жас қыздай қызарып кетті. Сәкен езу тартты. Ғалым ешқайда кеткен жоқ. Ешкім бұл туралы ашып айтқанда емес. Жай ғана солай болып шықты. 1960 жылы ол омарта ашты. Ағаштан ойып жасаған бұйымдарын сатып, жинаған ақшасына 2 ара ұясын сатып алды. Содан кейін тақтайдан өзі тағы 4 ұя жасап шығарды. 65 жылға қарай 20 ұясы болды. Оның балын көршілес 3 ауылдың бәрі білетін болды. Тараздан жемеді, балға ештеңе қоспады. Балдың қай гүлден, қай кезде жиналғанын турасын айтатын. Абыройы баяу болса да, нық өсіп келе жатты. 54 жылы амандасуын қойып кеткен баяғы Күлшира 61 жылы бал сатып алуға келді. Ғалым әдеттегі бағамен берді. Ештеңені бетіне баспады. Содан бері Күлшира жыл сайын келетін болды. Тұрар 68 жылы қайтыс болды. Жүрегінен. Алғашқы талмасы маусым айында ұстады. Аулада отырған жерінен тұра алмай қалды. Екіншісі тамыз айында, түнде болды. Қарасудан дәрігер келіп екпе салды. Біраз жатып тәуір болғанда еді. Күзде жағдайы жақсарып, бақшаға шығып, жеңіл-желпі шаруа істеп жүрді. Бірақ қазан айында 4-шісінен 5-шісіне қараған түні оянбай қалды. Зейнеш әдеттегідей таңғы сағат 4-те төргі бөлмеге кіргенде бәрін бірден түсінді. Ол жүзінде ешқандай қиналыс нышансыз тып-тыныш жатты. Зейнеш аулаға шықты. Қараңғыда босағада тұрып, жұлдыздарға ұзақ қарады. Сосын қайтып кіріп, ғалымды оятты. Сәкен түске таман жетті. Назым 2-ші күні келді. Өзімен бірге 16 жасар толқынды ала келіпті. Бойы талдырмаш, шашы ашық түсті болғанмен, көздері дәл Тұрардығындай қақ-қара еді. Анасы мен қызызы марқұмның қасында қатар тұрды. Зейнеш оларға қарап тұрып, іштей бір ғананы сөзді қайталады. Үлгерді. Хат жазып үлгерді. Жауап алды. 58 жылы қақпа алдында қызын құшақтады. Немересін көрді. Назым 64 жылда келген еді. Толқын аулада ойнап жүргенде Тұрар орындықта отырып, оған сүйсіне қарайтын. Үлгерді. Құлпытасты Зейнеш өзі қойғызды. Сұр гранит. Ешқандай артық белгісі жоқ. Тек аты жөні мен жылдары ғана жазылды. Ақшасын өзі төледі. Ауыл халқы сырттан бақылап жүрді. Мырқасым қарт зираттың жанынан өтіп бара жатып тоқтап, бет сипап дұға қылды. 64 жылы Мырқасым Зейнештің үйіне келді. Есікті ақырын ғана қақты. Босағадан кіре бере кібіртіктеп тұрып қалды да, кемпірім қатты ауырып қалды. Қарағандыға апарып тексертуге қаражат керек еді. Жетпей жатыр. Басқа кімге барарынды білмедім деді. Зейнеш оған қараттырды. Баяғы сол тауығымды ұрлады деп бүкіл көшені басына көтерген адам. Қамбасының астынан тауығы табылғанда кешірімде сұрамаған еді. Ал қазір міне, алдында мүләйімсіп тұр. Зейнеш орнынан тұрды. Бөлмеге кіріп қайта шықты. Ақшаны үстел үстіне қойды. Және бұл қарыз емес. Ал, апар да емдет. Уақытты қыз деді. Мырқасым ақшаға бір, оған бір қашарады. Аузын ашып еді. Ештеңе айта алмады. Ақшаны алды да кетіп қалды. Әйелі жазылып кетті. Асқазан дерт екен, дер кезінде байқалыпты. Мырқасым содан кейін тағы 12 жыл өмір сүрді. Сол 12 жыл бойы Зейнешті қайда көрсе де бірінші болып амандасатын. Даусын шығарып, жұрттың бәріне естіртейін дегендей қос қолдап сәлем беретін болды. 74 жылы Зейнеш бәйбіше 78 жасқа толды. Сәкен Торғынмен және 14 жасар Қасымжанмен келді. Қасымжан Зейнештің марқұм күйеуінің құрметіне қойылған есім еді. Сәкен неге бұлай атағанын ешқашан түсіндірмеген. Жай ғана солай қойды. Зейнеш мұны бала 3 жасқа толғанда ғана білген. Сәкен сөз арасында айтып қалған болатын. Ол үнсіз бас изеген. Одан артық ештеңе демеді.
Қасымжан көзілдірік тағатын, өзі аққұба, мінезі салмақты, сөзге сараң бала еді. Зейнешке тәрбиелі, үлкенді сыйлауды бойына сіңірген балаларға тән ерекше құрметпен қарайтын. Ғалым бал торт пісіртті. Балдан, жаңғақтан және ұннан өз рецептімен жасалған. Салмақты, сәл тәттілеу, шеттері тегіс емес торт. Зейнеш одан дәм татып, дәмді екен деді. Ғалым бас изеді. Оның жүзіндегі кішкене ғана өзгерістен көңілі бір марқайып қалғаны байқалды. Дастархан басында қас қарайғанша отырды. Сәкен зауыт жайлы әңгімеледі. Торғын орам жапырақ тұздаудың тәсілін сұрап жатты. Қасымжан үндемей тамағын ішті. Ғалым баяғы алғашқы күндердегідей дастарханның шетінде өзгелерден сәл оқшаулау отырды. Ол осының бәріне Зейнеш 20 жыл бойы сөз тауып сипаттай алмаған бір ерекше жанармен қарап отырды. Қуаныш та емес, тыныштық та емес. Екеуінің арасындағы өзіне ғана тән бір сезім. Жұрт тарқаған соң, Қарағандыдан арнай туған күніне деп бірнеше жылдан бері алғаш рет жиені Серік келді. Екеуі оңаша отырды. Алдарына шай құйылды. Серік сәл үнсіз қалды. Сосын, Зейнеш апа, бірдене сұрауға бола ма деді. Ол бас изеді. Серік, сол баяғы 54-ші жылы олар есік қаққанда, сіз оларды мүлде танымадыңыз ғой. Кім болу мүмкін екенін білмедіңіз. Оларды неге үйге кіргіздіңіз, деп сұрады. Зейнеш терезенің алдында отырған. Терезе сыртында ауыл ұйқыға кеткен. Тек ғалымның қорасының жанында ғана бағанадағы шам жанып тұрды. Ғалым оны 3 жыл бұрын орнатқан. Түнде омартаға баруға ыңғайлы деп еді. Қараңғыдағы жалғыз сары сәуле. Ол сол сәулеге қарап ұзақ отырды. Үндемеді. Содан соң, өйткені қақпаны қағып тұрған адамдар еді. Ал ашпау үшін бір себеп керек қой. Менде оларды кіргізбеуге ешқандай себеп болған жоқ деді. Серік үнсіз қалды. Оның қарсыласқысы келгенін Зейнеш байқап отырды. Қарсы уәжін тауып, іштей таразлап, аузын ашты да қайта жапты. Ештеңе демеді. Зейнеш шайын ішіп болды да, орнынан тұрып, алдымен ас үйдегі, сосын төргі бөлмедегі терезенің қақпақтарын жабуға кетті. Серік кесесіне қараған күйі үнсіз отыра берді. Міне, бүкіл оқиға осы. 1954 жылы Кеңес одағының жолдарымен 1 миллион адам жүріп өтті. Олардың алдындағы қақпалардың басым көпшілігі тарс жабық болды. Және әр жабық есіктің өзіндік бір себебі бар еді. Тек Сарыарқадағы Қызылжар ауылында тұратын бір ғана әйел қақпасын ашты. Аяғандықтан немесе ақмақтықтан емес. Олардың кім екенін түсінбегендіктен де емес. Ол бәрін жақсы түсінді. Жай ғана есікті ашпауға оның ешқандай себебі болмады. Мен оның дәптерін ұзақ оқыдым. Кейбір беттерін қайта-қайта қарай бердім. Ең соңында, соңғы парақта әлсіреген қолмен, әріптері қисайып, қаламы әзер жүріп жазылған жалғыз ғана ең соңғы сөйлем бар екен. Қасым айтушы еді. Дүниеңді қалай ұстасаң, өмірінде солай өтеді деп. Мен адамдығымды сақтап қалдым. Демек, дұрыс өмір сүрдім. Бұл біз үшін ең үлкен алғыс. Келесі бейнебаяннан көріскенше.